Азамат әйеліне тура қарап, жұмысыңды таста. Мамаға қарау сенің міндетің, деді. Қызық, ипотеканы кім төлейді? Мәдина күндіз түні енесінің асты үстіне түсті. Ал қайтарымына тек қарғыс пен қорлық алды. Сөйтсе мұның бәрі ененің ұлы мен келінін ажырату үшін құрған зымиян жоспар екен. Отбасылық драманың шарықтау шегі дәл қазір. Мәдина есікті иығымен итеріп ашты. Қолындағы сөмкесімен жолай ашық тұрған дүкеннен алған азық-түлік пакеті толы еді. Таң атпаған, терезе сырты әлі қараңғы. Алматыдағы жаңа салынған ЖК-ның кіреберісінде ылғал мен біреудің мысықтарының иісі аңқыды. Дәріханада 12 сағат бойы аяқтан тік тұру, рецепт ұстаған зейнеткерлердің шексіз кезегі, дәрігердің нұсқауынсыз антибиотик талап еткен біреумен болған жаңжал. Басы гүлдеп, аяғы қорғасындай ауырлап тұр. Мәдинаның бар арманы төсекке жету. Жастыққа құлап, кем дегенде 3 сағат ұйықтап қалу. Сосын тұрып, кешкі ас дайындау, кір жуу, үй жинау керек. Бірақ алдымен ұйықтау. Тек ұйықтау. Ол дәліздегі аяқ киімін шешіп қатып қалды. Жатын бөлмеден дауыстар естіледі. Азамат біреумен телефон арқылы ашулы, үзік-үзік сөйлесіп жатыр. Мәдина құлақ түрді, бірақ сөздерді анық ажырата алмады. Күйеуі әдетте бұл уақытта ұйықтап жататын. Ол зауытта жұмыс істейді. Смені сағат 8-де басталады. 7-ге 15 қалғанда тұруға тура келеді. Неге ұйықтамаған? Ол ас үйге өтті. Пакетті үстелге қойды да сырқыраған белін уқалады. Раковинада кеше-кештен қалған ыдыстар иіліп тұр. Жұмысқа кетпес бұрын жуып үлгермеген еді. Мәдина ауыр күрсініп, кранды бұрады. Суық су саусақтарын күйдірді. Бірақ ол ыдыстарды бірінен соң бірін сабындап жуа бастады. Егер қазір жумаса, кейін одан да қиын болады. Мәдина, үйдесің бе? Есік алдында Азамат пайда болды. Майкасы мұжырайғаған, бетінде қырмұрт, көзі ашуыл сияқты. Көріп тұрсың ғой, үйдемін. Ол соңғы кесені шайып, қолын сүлгімен сүртті. Неге ұйықтамадың? Ауруханадан хабарласты. Азамат есік жақтауына сүйеніп, қолын спорттық шалбарының қалтасына салды. Мамамды шығарып жатыр. Мәдина оған бұрылды. Зейнеп апа шапта бұрын инфарктпен ауруханаға түскен. Сол кезде Азамат үйге бордай бозарып жетіп, құжаттарын алып, стационарға кеткен еді. Түн ортасында қайтып оралып, анасының жансақтау бөлімінде жағдайы ауыр екенін айтты. Кейін қарапайым палатаға ауыстырды. Дәрігерлер 1-2 айдан кейін оңалту орталығына жібереміз. Сонда аяғынан тұрғызады деп уәде берген. Ерте ғой, таңғалды Мәдина. Оңалту қалай болады сонда? Үйде емделет деді. Орталықта орын жоқ. Жарты жылға дейін кезек. Азамат бетін сипады. 1 сағаттан кейін әкеледі. Мен бәрін ұйымдастырдым. Осы жерге әкеледі. Мәдина ішіндегі барлық нәрсе жиырылып қалғанын сезді. Бірақ енеңнің зауыт көшесінде жеке пәтер бар ғой. 1-ші қабат, терезеден жел кіреді. Қыста суық. Азамат түзуленді, көзі қатайып кетті. Бұл жер жылырақ, әрі ванна бөлместе жақын. Ыңғайлы. Күте тұр. Мәдина сүлгіні қойып жақындады. Сен анаңды біздің пәтерге көшірім келе ме? Нақты қай жерге? Қонақ бөлмеге ме? Жатын бөлмеге ме? Азамат оны жаңа диван сатып алу туралы айтқандай жайбарақат айтты. Мен қазірдің өзінде медициналық төсекке тапсырыс бердім. Қазір алып келеді. Біздің жатын бөлмеге қоямыз. Керезе жақта жарықта мол. Мәдифинишн құлағына сенбеді. Азамат, бізде 2 бөлмелі пәтер ғой. Жатын бөлме мен қонақ бөлме. Егер анаң жатын бөлмені алса, біз қайда ұйықтаймыз? Қонақ бөлмеде. Жиналмалы төсекте. Шыдаймыз. Ол иығын қиқан еткізіп, көзін тайдырды. Бұл көпке емес, 2-3 ай ғана, анам аяғына тұрғанша.
Мәдина ас үйдің ортасында тұрып, не болып жатқанын түсінуге тырысты. Ол түндегі сменнен енді ғана келді. 24 сағат ұйықтамаған, әрең тұр, ал күйеуі мұны оған дайын факт ретінде ұсынып тұр. Тіпті сұрамады да, талқыламады да, жай ғана шешіп қойды. Азамат, мен шаршадым. Оның даусы дірілдеді. Маған кем дегенде 1-2 сағат ұйықтау керек. Мұны кейінірек талқылайық. Талқылайтын ештеңе қалған жоқ. Ол есікке бұрылды. Олар анамда келеді. Төсекте жолда. Бар, көмектес. Төсек жабдығын ауыстыр. Шкафта тазасы бар. Ол жатын бөлмеге кет. Мәдина шкаф есігінің сықырлағанын, матаның сыбдырлағанын естіді. Ол тоңазытқышқа сүйеніп көзін жұмды. Жылағысы келді, бірақ көзінен жас шықпады. Тек самайды қысатын тұйық ауырсыну. Ол қалайша мұндай шешімдерді онымен ақылдаспай қабылдайды. Бұл олардың пәтері, олардың өмірі. Ол 12 сағат жұмыс істейді, ипотеканың жартысын төлейді, барлық тұрмысты өзі арқалайды. Ал ол оған бұл ыңғайлы ма? Қонақ бөлмеде қалай ұйықтайды? Сменнен кейін қалай демалады деп сұрауға да жарамады. Бірақ дауласуға күші жоқ еді. Мәдина жатын бөлменің есігін ашты да, Азаматтың олардың 2 кісілік төсегінен төсек жабдығын, жайманы, көрпені, жастықтарды жерге лақтырып жатқанын көрді. Тоқта! Ол күйеуінің қолынан ұстады. Сен шынымен бе? Біздің төсегімізді анана бересің бе? Төсекті емес, орнын. Медициналық та керек дедім ғой. Ал біздікі қабырғаға асырамыз, кедергі болмау үшін. Азамат қолын босатып алды. Матрастың бұрышынан ұстады. Көмектеші, ауыр екен. Мәдина үнсіз екінші бұрыштан ұстады. Олар төсекті шкафқа жапсыра жылжытып, терезе жанындағы кеңістікті босатты. Бөлме бірден тар, ыңғайсыз болып қалды. Азамат күрделі мәселені шешкен адамның кейіпімен нәтижеге қарады. Ал Мәдина ішінде тұншыққан ашудың өсіп келе жатқанын сезді. Ол бірдеңе айтпақшы болып еді, бірақ есік қоңырауы соғылды. Келді. Азамат дәлізге ұмтылды. Есік алдында арнайы киім киген 2 ер адам, жүк тасушылар тұрды. Олар еш артық сөзсіз бөлшектелген медициналық төсекті, металл бөліктерін, целлофанға оралған матрасты, тұтқаларды пәтерге кіргізді. Мәдина үнсіз қабырғаға жабысып, оларға жол берді. Жігіттер жылдам үйреншікті жұмыс істеді. Мұндай конструкцияларды бірінші рет жинап тұрған жоқ. Азамат олардың қасында жүгіріп, құралдарды ұсынып, бөлшектерді ұстап тұрды. 20 минуттан кейін олардың жатын бөлмесінің ортасында темір жектері және бас жағын көтеруге арналған тұтқасы бар аурухана төсегі тұрды. Металл, резеңке және тағы бірдеңенің ауруханалық, қазыналық иісі шықты. Мәдина бұл құрылысқа қарап, ішінде бірдеңенің үзіліп бара жатқанын сезді. Бұл дұрыс емес. Бұл әділетсіздік еді. Бірақ ол ештеңе айта алмады. Тамағына өксік тығылды. Жүк тасушылар кетті. Азамат медициналық төсекке жаңа жабдықтарды жайып, жастықтарды қақты. Жанына еденге кішкентай тумбочканы қойды. Оны да алдын ала дайындаған болу керек. Тумбочкаға су құйылған стаканды, дымқыл майлықтар қорабын, дәрі-дәрмектер салынған қорапты қойды. Мәдина есік алдында тұрып, ол адам жатын бөлмесінің жатып қалған науқасқа арналған палатаға қалай айналып жатқанын көрді. Азамат, біз қайда ұйықтаймыз? Деп сұрады ол сыбырлап. Жиналмалы төсек туралы айттың ба? Иә, дәл солай. Ол желкесін қасыды. Ол серіктің гаражында. Мен бүгін кешке алып келемін. Әзірге қонақ бөлмедегі диванда түнейміз. Диванда екеуі, тар. Олар 3 жыл бұрын 5000 теңгеге қолдан сатып алған, ойылып кеткен диванда. Мәдина көзін жұмды. Жоқ. Ол бұған төзе алмайды. Физикалық тұрғыдан шыдай алмайды. Азамат, тыңдашы. Ол бөлмеге кіріп, оның қарсы алдына тұрды. Сенің анаң ересек адам. Оның жеке пәтері бар. Сол жерде тұрсын. Ал біз көмектесеміз. Азық-түлік әкелеміз, жинаймыз, дәрігерге апарамыз. Неде осы жерге көшуі керек?
Сен түсінбейсің. Азамат теріс бұрылып, тегіс жайылған жайманы тағы да түзете бастады. Мамам инфаркттан кейін. Оған үнемі күтім керек. Тамақтандыру, су беру, дәретханаға апару. Өзі істей алмайды ғой. Бірақ мен жұмыс істеймін. Мәдина дауысының айғайға ұласып бара жатқанын сезіп, өзін өзі басып, тыныш сөйлеуге мәжбүрледі. Мен 12 сағат жұмыс істеймін, Азамат. Менде түнгі сменалар бар. Мен жатып қалған науқасқа қарай алмаймын. Кезектесеміз. Ол оған бұрылды. Жүзі қатал. Мен көмектесемін. Сен таңертеңнен кешке дейін зауытта боласың ғой. Кешкісін, демалыс күндері. Азамат қолын сілтеді. Мәдина, бұл менің жалғыз анам. Мен оны бұл жағдайда тастай алмаймын. Мәдина ешкім тастауды ұсынып жатқан жоқ. Күтуші жалдауға болады. Әлеуметтік қызметтермен келісуге болады деп айтқысы келді. Бірақ ол күйеуінің өзімшіл, тұйық жүзіне қарап, дауласудың пайдасыз екенін түсінді. Ол бәрін шешіп қойған. Тіпті оның пікірін сұрауды да ойламаған. Жарайды, ол есікке бұрылды. Мен барып жатайын. Қайда? Азамат оған сұрақ белгісімен қарады. Қонақ бөлмедегі диванға. Өзің айттың ғой, әзірге диванда деп. Ол қонақ бөлмеге жетті. Ойылып кеткен жастықтарға отырды да өзіне пледті жапты. Көзін жұмды. Бірақ ұйқы келмеді. Басында ашулы, ренжіген ойлар айналып тұрды. Неге ол онымен кеңеспеді? Неге бәрін өзі шешті? Олар бұл пәтердің ипотекасын бірге төлеп жатыр ғой. Ол дәріханада демалыссыз жұмыс істейді. Қосымша сменалар алады. Демалыстан бас тартады. Ал енді оны өз жатын бөлмесінен қуып жатыр. Бұл абсурд. Бұл әділетсіздік. Бірақ ол не істей алады? Жажал шығарып, науқас енені есік алдына шығарып жіберу ме? Мәдина кез елген наразылық қатыгездік болып көрінетінін түсінді. Азамат шешім қабылдады. Және кез келген қарсылықты ол оған қарсы жасалған сатқындық деп қабылдайды. Ол ауыр, мазасыз ұйқыға кетті. Түсінде аурухана дәліздері, рецепт ұстаған адамдардың шексіз кезектері көрінді. Есіктің тарс еткен дыбысынан оянды. Мәдина селк етіп орнынан тұрды. Терезе сырты әлі қараңғы. Телефонына қарады. Таңғы 7. 1 сағаттан астам уақыт ұйықтапты. Дәлізден дауыстар естілді. Азамат және тағы біреу. Әйел адамның наразы, еркелеген даусы. Зейнеп апа. Мәдина диваннан тұрып, кофтасын киді де дәлізге шықты. Енесі дәліздің ортасында мүгедектер арбасында отыр. Жанында күрте киген аурухананың санитары сияқты бір ер адам тұр. Ол Азаматқа дәрі-дәрмек пен қабылдау кестесі туралы бірдеңе айтып жатыр. Зейнеп апа айналасына шаруалардың лашығына баруға мәжбүр болған патшайымдай қарады. Оның ақ шаштары ұқыпты түйірген. Бетінде жұқа опаға баты. Үй халатын киген, бірақ қымбат. Қою қызыл түсті велюр. Мойнында алтын шынжыр. Мәдина еріксіз салыстырды. Енесі өзінің түнгі сменнен кейінгі жағдайына қарағанда әлде қайда сергек көрінді. Мәдина! Зейнеп апа оны байқап, ернін жымқырып алды. Сенің түрің не? Өзіне мүлдем қарамайсың ба? Мәдина үнсіз басын изеді. Бұл әйелмен дауласуды ол тойдан кейінгі екінші айда-ақ қойған. Пайдасыз. Зейнеп апа келінін ұлына лайық емес деп санады, және оны жасырмады. Тым қарапайым, тым кедей, тым әдемі емес. Азамат одан да жақсы келін табалар еді. Ол бұл сөзді әр ыңғайы келгенде тура айтатын. Кіріңіз, Зейнеп апа. Мәдина ығысып жол берді. Бөлме дайын. Азамат арбаны жатын бөлмеге қарай итерді. Санитар артынан еріп, режим мен диета туралы бірдеңе түсіндіріп келеді. Мәдина дәлізде қабырғаға сүйеніп, көзін жұмды. Қазір ақ қашып кеткісі келді. Есіктен шығып, баспалдақпен түсіп, автобусқа отырып, қайда болса да кетіп қалғысы келді. Бірақ ол кетпейтінін білді. Өйткені бұл оның үйі, оның пәтері, оның өмірі. Егер бұл жерде біреу артық болса, ол емес.
Жатын бөлмеден дауыстар естілді. Азамат анасына арбадан төсекке ауысуға көмектесті. Зейнеп апа ауырғандықтан ба, әлде әсер ету үшін бе? Бірдеңе деп күңкілдеді. Мәдина ас үйге өтті. Шайнекті қойды. Қолы дірілдеп тұр. Шаршағаннан ба, әлде ашудан ба? Өзі де түсінбеді. 10 минуттан кейін санитар кетіп, Азаматқа дәрі-дәрмек салынған пакет пен ұзын ұсыныстар тізімін тапсырды. Мәдина ас үйде шай ішіп отырғанда күйеуі кірді. Жүзі алаңдаулы. Тыңдашы, мен жұмысқа баруым керек. Кешігіп жатырмын. Ол ілгіштен күрткесін алды. Сен осында мамамен бола тұр, тамақтандыр. Бірдеңе керек болса. Азамат, мен де жұмысқа баруым керек. Мәдина кесені үстелге қойды. Бүгін түскі 1-де күндізгі смена. Әлі уақыт бар ғой. Ол күрткесін түймелеп, аяқ киімін киді. Мамаға таңғы ас дайындайсың. Бәретханаға көмектесесің, сосын кетесің. Қойшы, Мәдина, мен шынымен кешігіп жатырмын. Кейін талқылаймыз. Ол оның бетінен сүйіп, есіктен шығып кетті. Мәдина жалғыз қалды. Дұрысы, жалғыз емес. Келесі бөлмеде Зейнеп апа жатыр. Және қазірдің өзінде сол жерден наразы дауыс естілді. Азамат, қайдасың? Маған су берші. Мәдина тісін қысты. Орнынан тұрып, сүзгіштен бір стакан су құйып, жатын бөлмеге барды. Енесі медициналық төсекте, көрпемен жабылып жатыр. Арқасына жастықтарды үйіп қойған. Ол өзін жайлы сезінгенде көрінді. Бірақ жүзінде наразылық бар. Азамат қайда? Деп сұрады ол, Мәдинаның қолынан стаканды алып жатып. Жұмысқа кетті. Мәдина қолын айқастырып, төсек қасында тұрды. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз, апа? Қорқынышты. Басым айналады. Бүйірім шаншыды. Арқам ауырады. Енесі бір жұтым су ішіп, стаканды тумбочкаға қойды. Бірақ не істейсің, Құдай-ау? Шыдауға тура келеді. Өзіме өзім қызмет ете алмайтын жағдайға жеттім. Азаматтың жанымда болғаны жақсы болды. Ол мені бала кезінен күтті. Өте мұқият еді. Мәдина үнсіз қалды. Анасына келгеннен кейін 5 минуттан соң жұмысқа қашқан Азамат. Барлық күтімді әйеліне ауыстырып тастаған Азамат. Сізге таңғы ас дайындайын ба? Деп сұрады ол бейтарап үнмен. Әрине, мен науқаспын ғой. Мен тамақтануым керек. Зейнеп апа көрпесін түседі. Сүтке ботқа пісір, солы ботқасын. Тек сұйық емес, қоюлау болсын. Және балмен шай, бірдене бауырсақ болса сонда кел. Мәдина басын изеп шоп кетті. Ас үйде ол автоматты түрде шкафтан сұлы жармасының қорабын алды, кастрюльге сүт құйды, плитаны қосып араластыра бастады. Басында бос, тек ауыр, шаршау. Мен шынайы емес бір сезім. Бұл онымен болып жатқан жоқ сияқты. Ол өз өміріне сырттан қарап тұрғандай. Ботқа дайын болғанда Мәдина оны табаққа салды. Шай демдеді. Бауырсаққа май жақты. Бәрін науаға қойып, жатын бөлмеге әкелді. Зейнеп апа қазірдің өзінде теледидардың арналарын пультпен ауыстырып жатыр. Азамат, көрсет. Теледидарды да жатын бөлмеге ауыстыруға үлгерген екен. Мәдина кіргенде енесі мұрнын шүйірді. Тағы да ұзақ. Мен мені ұмытып кеттім бе деп ойладым. Мәдина науаны тумбочкаға қойды. Енесіне көтерілуге көмектесті. Арқасына тағы бір жастық тіреді. Зейнеп апа қасықты алды. Қолы дірілдеді. Бірақ қасықты сенімді ұстады. Отканы қасықтап, аузына келді де бірден жымиып кетті. Ыстық және қою болып кеткен. Мен қоюлау дедім ғой. Бірақ резеңкеде емес. Суйды? Мәдина есікке бұрылды. Қайда барасың? Деп таңғалды енесі. Маған көмектес. Мен өзім істей алмаймын ғой. Мәдина бұрылды. Зейнеп апа төсекте қасық ұстап отыр. Келініне күтумен қарап тұр. Мәдина, сіз қазір ғана қасықты өзіңіз алдыңыз ғой деп қарсы сөйлегісі келді. Бірақ үндемеді. Енесінің қолынан қасықты алып, оны баладай кішкентай порциялармен тамақтандыра бастады.
абайлап. Зейнеп апа баяу, наразы кейіппен шайнады. Әр қасықтан кейін бірдеңе күңкілдеді. Не ботқа дәмсіз, не сүт жақсы емес, не қантас. Таңғы ас ақыры біткенде Мәдина науаны алып, енесіне дымқыл майлықтармен жуынуға көмектесті. Ол ваннаға барудан бас тартты. Тым әлсіз екенін айтты. Сосын Зейнеп апа терезені ашуды сұрады. Тыншығып тұр. Сосын жабуды сұрады. Жел соғып тұр. Сосын жастықты түзеуді. Сосын тағы бір көрпе әкелуді сұрады. Мәдина үнсіз барлық өтініштерді орындады. Ал ішінде бір тұйық үмітсіздік өсіп келеді. Ол сағатқа қарады. 12-нің жартысы. 1,5 сағаттан кейін оған жұмысқа шығу керек. Ол тіпті дұрыс ұйықтамаған, өзін ретке келтірмеген. Зейнеп апа, мен барып жиналайын. Мәдина есікке беттеді. Маған жұмысқа бару керек. Ал мен ше, деп ашуланды енесі. Мені жалғыз қалдырасың ба? Телефон жаныңызда. Егер бірдеңе болса, Азаматқа хабарласыңыз. Азамат жұмыста. Оған мазалауға болмайды. Зейнеп апа тумбочкадан кішкентай қоңыраушаны алды. Ол қайдан келгенін Мәдина байқамапты. Кенеттен менің жағдайым нашарласа ше? Кім көмектеседі? Жедел жәрдем шақырыңыз. Сен қатыгезсің. Енесі қолын сермеді. Науқас адамды жалғыз қалдыру. Азамат білсе, ол сені кешірмейді. Мәдина артына бұрылмай бөлмеден шықты. Ванна бөлмесінде ол айнадан өзіне қарады. Бозарған жүз, көз астындағы көгерген іздер, шашы ұйпа-түйпа. Зейнеп апа дұрыс айтады. Оның түрі қорқынышты. Бірақ, Құдай-ау. Оған өзіне қарауға қай кезде мүмкіндік бар? Ол 12 сағат жұмыс істесе, қалған уақытын тамақ дайындауға, жинауға, кір жууға жұмсайды. Ол суық сумен жуынды. Шашын тарады. Құйрық етіп байлады. Таза блузка мен джинсы киді. Жатын бөлмеден қоңыраушаның дауысы естілді. Енесі назар аударуды талап етті. Мәдина тісін қысып, пәтерден шығып кетті. Жұмыста ол әрең штаб тұрды. Провизор әріптесі Меруерт оған көзінің қиығымен қарап, ауырып қалған жоқсың ба, деп сұрады. Мәдина, бәрі жақсы, жай ұйықтамадым, деп қол сілтеді. Смена қиын өтті. Сатып алушылар әсіресе ұсақ түйекке назар аударатын сияқты. Рецепттер оқымайды. Кезек шексіз. Телефон үзіліссіз шылдады. Азамат 3 рет қоңырау шалды. Маманың жағдайын бәрі дұрыс па деп сұрады. Мәдина ештеңе білмейтінін айтты. Ол жұмыста. Азамат ашуланып, тұтқаны тастай салды. Кешкі 9:30 үйге оралғанда Азамат үйде еді. Ол анасының қасында жатын бөлмеде отырып, бірдеңе туралы сөйлесіп, күліп жатты. Зейнеп апа көрпемен жабылып, төсекте жатыр. Өзін риза сезінетіндей көрінді. Мәдинаны есік алдынан көріп, ернін жымқырып алды. Ақыры келдің бе? Түскі асты кім дайындайды? Мен күні бойы аш отырмын. Мәдина үнсіз ас үйге өтіп, тоңазытқыштан кешегі сорпаны алып, жылытты. Азамат артынан шығып, есікті жапты. Мәдина, сен маманы неге жалғыз тастап кеттің? Деп сұрады ол жаймен. Бірақ даусында наразылық бар. Өйткені маған жұмыс істеу керек. Мәдина оған қарамай сорпаны араластырды. Әлде ұмытып қалдың ба? Бір күн демалыс алуға болар еді ғой. Болмайды. Бізде кесте қатаң. Орынбасар жоқ. Ол сорпаны табақтарға қиды. Азамат, бірден келсейік. Мен сенің анаңа тәулік бойы қарай алмаймын. Мен жұмыс істеймін. Менде сменалар бар. Егер күтуші керек болса, жалда. Қай ақшаға? Ол қолын айқастырды. Күтушінің айлығы 750 000 теңге тұрады. Қайдан аламыз ол ақшаны? Онда сенің анаң өзі күресін. Мәдина табақты ауаға қойды. Нан, қасық қосты. Немесе сен көмектес. Мен таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін жұмыс істеймін. Азамат бірдеңені балаға түсіндіріп тұрғандай баяу сөйледі. Менің уақытым жоқ.
Ал сен түскі аста келіп, маманың жағдайын біліп кете аласың. Мәдина оған бұрылып, сұр, қырсық көздеріне қарады. Ол шынымен түсінбеді ме? Әлде түсінгісі келмеді ме? Азамат, мен бара алмаймын. Дәріхана қаланың басқа шетінде. Жолға бір жаққа 1 сағат кетеді. Менің түскі үзілісім 30 минут. Мен физикалық тұрғыдан үлгермеймін. Онда, ол кідірді. Онда, мүмкін, жұмысыңды ауыстырарсың. Үйге жақын жерден бірдеңе табарсың. Мәдина ішіндегінің қайнап кеткенін сезді. Азамат, не айтып тұрсың өзің? Ол анам ауырып тұр. Оған көмек керек деп дауыс көтерді. Сен оның келінсің. Сен қарамағанда кім қарайды? Әлеуметтік қызметтердің күтушісі. Ақырында сен өзің. Мәдина науаны алып, ас үйден шықты. Жатын бөлмеде ол енесіне сорпа берді. Оның наразылықтарын тыңдады. Сұйық, тұзы көп, суық. Содан кейін дәретханаға жетуге көмектесті. Зейнеп апа оның иығына сүйенді. Баяу жүрді. Әр қадамда ойбай деп күрсінді. Мәдина оның қадамдарының өте сенімді, арқасының түзу екенін байқады. Бірақ үндемеді. Енесін қайтадан төсекке жатқызды. Тізім бойынша дәрі-дәрмек берді. Жастықты түзеді. Зейнеп апа оның қолынан ұстады. Алысқа кетіп қалма. Кенеттен түнде менің жағдайым нашарласа ше? Мен қонақ бөлмеде боламын. Мәдина қолын босатып алды. Ал Азаматта қонақ бөлмеде ме? Неге? Бұл жерде сіздердің төсектеріңіз бар ғой? Енесі қабырғаға ығыстырылған 2 кісілік төсекке нұсқады. Өйткені бұл жерде енді сіз жатырсыз, Зейнеп апа. Ол шығып есікті артынан жапты. Қонақ бөлмеде Азамат диванға ескі бір көрпені жайып қойған. Жатып, қабырғаға қарап жатыр. Мәдина ең шетіне орналасты. Диван тар. Екеуін әрең сыйғызады. Шаң мен бір заттың татыған иісі шығады. Жатын бөлмеден ененің бір қалыпты қорлы естілді. Мәдина ашық көзбен жатып, төбеге қарады. 3 апта бұрын оның өмірі күрделі болса да түсінікті еді. Жұмыс, үй, күйеу, болашаққа жоспарлар. Ал енді олардың жатын бөлмесінде бөтен адам жатыр. Ол назар, қамқорлық, уақытты талап етеді. Және ешкім Мәдинадан бұған келсесін бе деп сұраған да жоқ. Ол бүйіріне ауысып, диванның қатты арқалығына бетін тықты. Жылағысы келді. Бірақ көзінен жас шықпады. Тек еш қайда кете алмайтын тұйық, ауыр шаршау. Мәдина біреу иығынан табанды түрде сілкілегеннен оянды. Көзін ашты. Терезе сырты әлі қараңғы, бөлмеде суық. Азамат оның үстінде, жұмыс күрткесін киіп тұр. Менің сменам, деп сыбырлады ол. Көрші бөлмедегі анасын оятып алмау үшін. Мамаға таңғы ас жаса, және дәріні беруді ұмытпа, тізім бойынша. Таңғы 9-да ақ таблеткалар, онда сары. Мәдина телефонға қарады. Таңғы 7-ге 10 минут қалған. Ол түн ортасында ұйықтауға жатқан. Өйткені Зейнеп апа қоңыраушамен 3 рет қоңырау шалған. Не су ішуге, не дәретханаға, не болмаса жай жалғыздыққа шағымдануға. 4,5 сағатты ойылып кеткен диванда ұйықтады. Арқасы ауырып, қозғалудың өзі қиын. Мен бүгін түскі 2-де жұмысқа барамын. Ол орнынан тұрып, алақанымен бетін сипады. Маған да жиналу керек. Әлі уақыт көп қой. Азамат күрткесін тимелеп, аяқ киімін киді. Үлгересің. Азамат, тыңдашы. Мәдина тұрып, оған жақындады. Күтуші туралы тағы бір ойланып көрейікші. Мен кеше хабарласып білдім. Күндіз бірнеше сағатқа келіп қарайтындар бар. Бұл тәулік бойғыдан арзанырақ. Қанша? Ол қабағын түйді. 20 000 шамасында, күніне 4 сағат. Тамақтандыру, үй шаруасына көмектесу, дәрі беру. 20 000 ба? Азамат басын шайқады. Жоқ, бұл артық ақша. Бізде ипотека, коммуналдық төлемдер. Мама дәрі де ішеді, олар арзан емес. Көтер алмаймыз.
бірақ мен шамам келмей жатыр. Мәдина дауысының дірілдегенін сезді. Мен ұйықтамаймын, дұрыс тамақтанбаймын. Жұмыста ескерту жасап жатыр. Мен бұлай жалғастыра алмаймын. Мәдина, шыдашы. Ол қолын оның иығына қойып қысты. Бұл уақытша, 2-3 ай. Сосын мама аяғына тұрады. Дәрігерлер уәде берді. Шыда, жарай ма? Ол оның маңдайынан сүйіп шығып кетті. Мәдина ескі футболкасы мен спорттық шалбарында қонақ бөлменің ортасында тұрып қалды. Қабырғаның арғы жағынан қоңыраушаның дауысы. Сосын ененің наразы әрі талапшыл дауысы естілді. Азамат, қайдасыңдар бәрін? Маған дәретханаға бару керек. Мәдина тісін қысып, жатын бөлмеге барды. Зейнеп апа төсектің тұтқасынан ұстап отыр. Шашы ұйпа-тұйпа, бетінде наразылық. Азамат қайда? Деп сұрады ол келінін көріп. Жұмыста. Мәдина жақындап қолын созды. Көмектесейін. Тағы жалғыз. Енесі ауыр күрсінді, бірақ қолын ұстады. Ол мені мүлдем тастап кетті ғой. Олар баяу жуынатын бөлмеге жетті. Мәдина сыртта күтті, сосын кері қайтуға көмектесті. Зейнеп апа төсекке жайғасты. Арқасына жастықтары түзеп, келіне баға бере қарады. Сенің түріңменен де нашар көрінеді. Бетің сырғот, көз астың сық. Азамат жақында саған қарағысы да келмей қалады. Мәдина үнсіз қалды. Ас үйге барып, ботканы қайнатуға қойды. Шай пакетін қайнаған суға салды. Нанға май жақты. Бәрін автоматты түрде, ойланбастан жасады. Басында бір ғана ой. Ол бұлай 2 ай қалай өмір сүреді, қалай шыдайды. Таңғы ас ұзаққа созылды. Зейнеп апа баяу, шексіз шағындармен тамақтанды. Ботқа дәмсіз, шай суып қалған, нан кепкен. Мәдина қасында орындықта отырып, терезеге қарап, мұның қашан бітетінін күтті. Таңғы астан кейін дәрі беру керек болды. Енесі оларды сумен ішіп, жыламсырап күрсінді. Сосын терезені ашуды сұрады, сосын жабуды, сосын теледидарды қосуды, сосын дыбысын азайтуды. Мәдина үнсіз барлық өтініштерді орындады, ал ішінде баяу ашу жиналды. Ашық, жарылғыш емес. Тұйық, жабысқақ. Тыныс алуды ауырлататын ашу. Ол ақыры жұмысқа шыққанда сағат 2-ге 15 минут қалған еді. 15 минутқа кешікті. Дәрхана меңгерушісі Тамара Ивановна оны есік алдынан қолын айқастырып қарсы алды. Мәдина, бұл аптадағы 3-ші рет. Кешіріңіз. Мәдина жылдам жұмыс халатын киді, сөмкесін қоймаға ілді. Қайталанбайды. Сен мұны бұрында айтқансың. Тамара Ивановна қатал, бірақ әділ әйел еді. Егер шаман келмесе айт. Маған жауапты қызметкерлер керек. Күн сайын кешігетіндер емес. Мәдина үндемеді. Басын изеп, сөренің артына өтті. Смена басталды. Сатып алушылар бірінен соң бірі келіп жатты. Бабушкалар рецептпен, аналар балалармен, кеңсе қызметкерлері дәрумен іздеп. Мәдина дәрілерді берді. Чектерді қағып, теңес берді. Басы автопилотта жұмыс істеді. Телефон кешкі сағат 6-да қоңырау шалды. Мәдина сатып алушыдан кешірім сұрап шетке шықты. Экранда күйеуінің аты жарқырады. Алло, Мәдина, сен мамаға түскі ас жасадың ба? Деп сұрады Азамат амандасусыз. Жоқ, мен жұмыстамын. Қалай жоқ? Ашыланған дауыс естілді. Ол таңғы астан басқа ештеңе жемеген. Азамат, мен түскі аста үйге келе алмаймын. Біз мұны талқылағанбыз. Онда таңертең бірдеңе қалдырып кет, өзі жылтып жей алатын. Ол төсектен тұра алмайды. Мәдина даусын бәсеңдетті. Өзің айттың ғой, ол жатып қалған деп. Енді не істейміз? Азамат ашуланды. Мама аш отыр. Ол маған 3 рет қоңырау шалды. Мен жұмыстамын, кете алмаймын. Білмеймін. Мәдина ішіндегінің жиырылғанын сезді. Оған тамақ жеткізуді тапсырыс бер. Қай ақшаға? Ол дауыс көтерді.
Мәдина, сен не айтып тұрсың өзім? Біз әрең дегенде айлықтан айлыққа жетіп отырмыз. Мәдина ештеңе жауап бермеді. Жай ғана тұтқаны қойып, телефонды қалтасына салды. Кешкі 10-да үйге оралғанда Азамат үйде еді. Ол анасының қасында жатын бөлмеде отырып, сөйлесіп, күліп жатты. Мәдина үнсіз ас үйге өтті. Раковинада кір ыдыстар үйілген. Азамат анасын кешкі аспен тамақтандырған сияқты. Бірақ ыдысты жууға жарамады. Мәдина, үйдесің бе? Есік алдында Азамат пайда болды. Иә. Мәдина соңғы табақты шайып, қолын сүртті. Тыңдашы, мен мамамен сөйлестім. Азамат есік жақтауына сүйеніп тұр. Ол күні бойы жалғыз отыру ауыр дейді. Мүмкін сен 2 аптаға демалыс аласың ба? Ол аяғына тұрғанша қарайсын. Мәдина оған баяу бұрылды. Сұр, шаршаған, бірақ қырсық көздеріне қарады. Азамат, менің демалысым жоқ. Онда өз есебіңнен. Менің жалақымсыз 2 аптаға біз қай ақшаға өмір сүреміз? Ол жай сөйледі. Бізде ипотека, коммуналдық төлемдер, тамақ. Шешеміз. Ол қолын сілтеді. Бастысы, мама жалғыз қинамаса болды. Мәдина ішіндегінің қайнап жатқанын сезді. Азамат, сен не айтып тұрсың өзің? Сенде 450 мың теңге. Ипотеканың өзі 220 мың. Қалған неге жетеді? Шешеміз. Ол көзін тайдырды. Бастысы, мама жалғыз қиналмаса болды. Мәдина. Ал мен ше, мен адам емеспін бе? Деп айғайлағысы келді. Бірақ өзін ұстады. Оның қасынан өтіп, қонақ бөлмеге барды. Диванға жатып, көрпені жамылып, көзін жұмды. Азамат есік алдында біраз тұрды. Сосын күрсініп кетіп қалды. Жатын бөлмеден ененің дауысы естілді. Азамат, сен маған жастықты түзеп бересің бе? Су әкелші. Және қоңыраушаны жақынырақ қойшы. Кенеттен түнде керек болып қалар. Мәдина жатып, күйеуінің анасының айналасында жүгіріп жүргенін тыңдады. Оған тұрып, барып, бар айтатынын айтқысы келді. Бірақ бармады. Жай ғана қараңғылыққа қарап жатты. Келесі күндер бір шексіз қорқынышқа айналды. Мәдина таңғы 6-да тұрды. Енесіне таңғы ас дайындады. Дәрі берді. Дәретханаға жетуге көмектесті. Сосын жұмысқа жүгірді. Ол жерде шаршағаннан әрең тұрды. Кешке қайтып оралды. Кешкі ас дайындады. Зейнеп апаны тамақтандырды. Шағымдары мен назды сөздерін тыңдады. Түнде енесі қоңыраушамен қоңырау шалды. Кейде тұншығып тұр, кейде суық, кейде жалғыз. Мәдина тұрды. Жатын бөлмеге барды. Кезекті өтінішті орындады. Азамат диванда ұйықтады. Тіпті оянбады да. Бір рет ол оны оятуға тырысты. Анасына өзі барсын деп. Бірақ ол тек күңкілдеп, шашадым деп қабырғаға қарап жатты. 5-ші күні Мәдина жұмысқа жарты сағатқа кешікті. Дәріхана меңгерушісі Тамара Ивановна оны қоймаға шақырды. Мәдина, бұлай жалғаса алмайды. Меңгеруші ашусыз, қатаң сөйледі. Сен кешігесің, ұмытшақсың. Алдыңғы күні қате дәрі беріп жібердің. Жақсы. Сатып алушы мұқият екен. Өзі байқады. Ал егер байқамаса ше? Жауапты біз беретін едік. Кешіріңіз. Мәдина басын төмен салып тұрды. Мен түсінемін, қайталауға тырысамын. Мәдина, тыңдашы. Тамара Ивановна күрсінді. Дауысы жұмсарды. Мен сенің жағдайыңды түсінемін. Менің де анам ауырған. Мұның қандай екенін білемін, бірақ саған бір шешім қабылдау керек. Не өз есебіңнен демалыс ал, не көмек ізде. Бұлай көпке шыдамайсың. Мәдина басын изеп, шап кетті. Қоймадағы орындыққа отырып бетін қолдарымен жапты. Жылағысы келді. Бірақ көзінен жас шықпады. Тек кеудесіндегі қысынды ауырсыну дем алуға мүмкіндік бермейтін. Кешкісін ол Азаматпен тағы сөйлесуге тырысты.
Ол анасын тамақтандырып, ас үйге шыққанша күтті. Азамат, маған бүгін жұмыста сөгіс берді. Ол плитаның қасында тұрып, сорпаны араластырды. Егер бұлай жалғасса, мені жұмыстан шығарады. Шығармайды. Ол тоңазытқыштан сыра бөтелкесін алып ашты. Сен жақсы қызметкерсің. Олар өздері айтқан. Бұрын айтқан. Ал қазір мен кешігемін, қателесемін, шамам жетпейді. Мәдина оған бұрылды. Азамат, күтуші жалдайықшы. Кем дегенде күніне 1-2 сағатқа. Мәдина, бізде ақша жоқ. Ол sıрадан ұрттап мұрнын шүйірді. Өзің білесің ғой. Онда анаңды үйіне апарайық. Біз келіп көмектесеміз. Бірақ ол өзінің үйінде тұрсын. Жоқ. Азамат бөтелкені үстелге қойып, оған қатаң қарады. Ол жалғыз күресе алмайды. Оған үнемі күтім керек. Онда өзің қара. Мәдина дауысының көтерілгенін сезді. Неге мұны мен істеуім керек? Бұл сенің анаң ғой. Өйткені сен әйелсің. Ол мұны айқын фактын айтқандай жайбарақат айтты. Сен әйелі, келінісің. Бұл сенің міндетің. Мәдина қарсы сөйлеу үшін аузын ашты. Бірақ сөздер тамағына тығылып қалды. Ол күйеуіне, оның байсалды жүзіне, бей-жай көздеріне қарады да, бұл адамды танымай қалды. 5 жыл бұрын ЗАГСта некелескен. Сүйуге және қамқорлық жасауға уәде берген. Олар командамыз деген Азамат қайда кеткен? Түсінікті. Ол плитаға бұрылып газды өшірді. Демек, мен жұмысысынды тастап, тегін күтушіге айналым керек. Сондай ма? Қойшы, Мәдина, әсірелеме. Азамат сыраны ішіп бітірді. Бөтелкені қоқыс шелегіне лақтырды. Ешкім жұмысты таста деп жатқан жоқ. Жай бейімдел. Мүмкін сменаңды ыңғайлырақ ауыстырарсың. Немесе жарты ставкаға ауысарсың. Жарты ставка бұл жалақының жартысы. Мәдина баяу, анық сөйледі. 380 мың теңге, минус ипотека, 60 мың қалады. Тамаққа, жолға, киімге. Сен шынымен бе? Енді мен көмектесемін. Ол иығын қиқан еткізді. Бір амалын табамыз. Бастысы мама қиналмаса болды. Мәдина ештеңе жауап бермеді. Сорпаны табақтарға құйып, біреуін науаға қойып, енесіне апарды. Зейнеп апа төсекте жатып сериал көріп жатыр. Келінін көріп, наразы кейіппен мұрнын шүйірді. Тағы суық. Сен әдейі суытасың ба? Ыстық. Мәдина науаны тумбочкаға қойып, енесіне көтерілуге көмектесті. Сен бара-бара дөрекленіп барасың. Зейнеп апа қасықты алды. Сорпаны қасықтап, татып көрді. Азамат, сенің онымен жанжалдасатыныңды айтты. Ят болады. Мәдина қасында тұрды. Қолын жұдырық қылып қысты. Бірдене айтқысы, тіпті қарсы сөйлегісі келді. Бірақ үндемеді. Тек енесіне қарады. Оның күтімді жүзіне, риза кейпіне, қасықты сенімді ұстаған мықты қолдарына. Бұл көріністе бірдене дұрыс емес. Бірдене қате еді. Бірақ Мәдина нақты нені түсіне алмады. Жексенбі күні Азамат достарының гаражына көлікті жөндеуге баратынын айтты. Таңертең кетіп, кешкі 11-де оралды. Сыра мен темекінің иісі аңқып тұр. Мәдина күні бойы енесімен болды. Тамақтандырды, су берді. Бәретханаға көмектесті, шағымдарын тыңдады. Зейнеп апа күні бойы еркеледі. Не шай дәмсіз, не ботқа киіп кеткен, не жастық ыңғайсыз. Кешке қарай Мәдинаның басы ауырып, жарылып барады. Ол 2 ауырсынуға қарсы дәрі ішіп, диванға жатып, көрпені басынан асыра жамылды. Азамат кеш келді. Есікті тарс жауып, анасының жатын бөлмесіне өтті. Олар бірдеңе туралы сөйлесті. Мәдина бәсеңдеген дауыстарды естіді, бірақ сөздерді ажырата алмады. Сосын Азамат шығып қонақ бөлмеге өтті. Диванның шетіне отырды. Мәдина, ұйықтап жатырсың ба? Ол жауап бермеді. Көзін жұмып, ұйықтап жатқандай кейіп танытты. Жарайды.
Ол күрсінді. Таңертең сөйлесерміз. Ол қасына жайғасты, бірден қорылдай бастады. Мадина таңғы 3-ке дейін ұйықтамай жатты. Сосын оны қоңыраушаның дауысы оятты. Ол тұрып, жатын бөлмеге барды. Зейнеп апа төсекке жатып, төбеге қарап жатыр. Мен жалғызбын. Ол мұны жай, мүләйім дауыспен айтты. Қасымда отыршы. Мәдина орындыға келіп қасына отырды. Енесі 5 минуттай үндемеді. Жай ғана бір нүктеге қарады, сосын кенеттен: Азамат әрқашан жақсы ұл болды. Бала кезінен қамқор. Ал сен... Ол басын бұрып, Мәдинаға қарады. Сен оған лайық емессің. Тым қарапайым, тым дөрекі. Ол одан да жақсысын табалар еді. Мәдина орнынан тұрып, бір ауыз сөз айтпастан бөлмеден шықты. Ас үйге отырып, өзіне су құйып, үлкен жұтымдармен ішті. Қолы дірілдеп, ішінде бәрі қайнап тұр. Ашу, реніш, дәрменсіздік. Ол бұл әйелді жек көрді. Оның еркеліктерін, оның қоңыраушасын, оның менсінбеген көзқарасын жек көрді. Бірақ бәрінен де өзін жек көрді. Шыдағаны үшін, қарсылық көрсете алмағаны үшін, өзімен манипуляция жасауға жол бергені үшін. Дүйсенбі. Жаңа шағымдармен басталды. Тамара Ивановна смена бастала салысымен Мәдинаны өзіне шақырды. Мәдина, бұл туралы айту маған жағымсыз. Бірақ сен жұмыстан шығудың алдында тұрсың. Меңгеруші эмоциясыз жай ғана фактын айтты. Бір апта. Егер жағдай өзгермесе, мен орынбасар іздеуге мәжбүр боламын. Жақсы. Мәдина басын изеді. Мен тырысамын. Бірақ ол ештеңе өзгермейтінін білді. Өйткені Зейнеп апа ешқайда кетпейді. Өйткені Азамат күтуші жалдамайды. Өйткені ол жалғыз. Және оған көмектесетін ешкім жоқ. Кешкісін ол құрбысы Әлияға қоңырау шалды. Олар мектептен бері дос, бірақ сирек кездесетін. Әлия даусында бір жайсыздықты бірден естіді. Мәдина, сенде бәрі жақсы ма? Онша емес. Мәдина дәлізде қабырғаға сүйеніп отыр. Жатын бөлмеден Азаматтың дауысы естіледі. Ол анасына газеттен бір мақаланы дауыстап оқып жатыр. Енем инфаркттан кейін бізде тұрып жатыр. Мен оған қараймын. Түсінікті. Өте қиын болып жатыр. Олар 20 минуттай сөйлесті. Әлия өзінің жұмысы, күйеуі, балалар туралы айтты. Мәдина тыңдап қызғанды. Әлияның өмірі қалыпты, қарапайым еді. Жатын бөлмеде енесі жоқ. Түнде қоңыраушақ жоқ. Әйелін тегін қызметші деп санайтын күйеуі жоқ. Тыңдашы, сен оның шынымен жатып қалған науқас екеніне сенімдісің бе? Деп сұрады кенеттен Әлия. Неге екені белгісіз, инфаркттан кейін әдетте не омалтуға жатқызады, немесе жағдайы мүлдем нашар болады. Ал сенікінде екеуі де емес сияқты. Не айтқың келеді? Мәдина сақтана қалды. Ол қалыпты сөйлейді ғой. Қолдарын қозғалтады. Еркелейді. Әлия абайлап сөздері таңдап сөйледі. Мәдина, мен сені ренжіткім келмейді. Бірақ менің әжем инфаркттан кейін 2 жыл өмір сүрді. Сонда ол алғашқы жарты жылда мүлдем сөйлей алмады. Ал егер сөйлеу қабілеті қалпына келсе, онда қозғалады алатын. Мәдина үнсіз қалды. Басында естеліктердің үзінділері жарқ етті. Зейнеп апа қасықты қалай сенімді ұстайды? Теледидардың пультін қалай алады? Бірде, түнде Мәдина есіктің сықырлағанын және дәліздегі қадамдарды естіді. Ал жатын бөлмеге кіргенде, енесі төсекте жатып қалған еді. Мәдина, сен мені естіп тұрсың ба? Әлия сұрағын қайталады. Я, естіп тұрмын. Мәдина көзін жұмды. Рахмет, мен ойланамын. Ол тұтқаны қойды да, дәлізде отырып қалды. Басында ойлар қаптады. Олар бір суретке бірікті. Бірақ оларды соңына дейін жеткізуге қорықты. Көптен бері күдіктеніп жүрген нәрсені түсінуге қорықты.
Келесі күні ол тексеруге шешім қабылдады. Кешке Азамат достарының гаражына кеткенде Мәдина жатын бөлмеге кірді. Зейнеп апа теледидар көріп отыр. Келінін көріп, ернін жымқырып алды. Неде келдің? Кешкі аса келдім. Мәдина науаны тумбочкаға қойды. Тамақтаныңыз. Өзім істей алмаймын. Тамақтандыр. Мәдина қасықты алды, сорпаны қасықтап, енесінің аузына келді. Зейнеп апа әдеттегідей аузын ашып, жұтты. Мәдина оны үнсіз тамақтандырды, бақылап. Енесінің қолдары көрпенің үстіне жатыр, саусақтары түзу, дірілдеусіз. Мәдина қасықты науаға қойғанда, Зейнеп апа майлыққа өзі ұмтылды. Оны алып, ерін сүртті. Қозғалысы жылдам, сенімдеді. Жатып қалған науқас үшін тым сенімді. Зейнеп апа, қолыңызды көрсетіңізші. Мәдина өзінің қолын созды. Ісік бар ма? Тексергім келеді. Енесі қолын еш ойланбастан қиындықсыз ұсынды. Мәдина оның білегінен ұстады, аздап қысты. Пульсы бір қалыпты, терісі жылы. Ол саусақтарын қозғалтуды сұрады. Енесі барлық 5 саусағын ерікті түрде бүгіп, жазды. Сосын қолын көтеруді сұрады. Ол қиындықсыз, дірілдеусіз көтерілді. Бәрі дұрыс. Мәдина енесінің қолын босатты. Ісік жоқ. Ол науаны алып шығып кетті. Ас үйде отырып, басын қолдармен ұстады. Демек, Әлия дұрыс айтқан. Зейнеп апа қолдарын тамаша басқарады. Ал егер қолдарын басқарса, неге аяқтарын басқармайды? Неге ол бұл төсекте жатып, дәрменсіздікті көрсетіп жатыр? Мәдина аңдуға шешім қабылдады. Жұма күні кешке Азамат кезекті рет гаражға кеткенде, ол қонақ бөлмедегі диванға жатты, бірақ ұйықтамады. Жай жатып, құлақ салды. Түн ортасына таман жатын бөлмеден сықырлау естілді. Біреу төсектен тұрды. Сосын жеңіл, сенімді қадамдар. Ванна бөлмесінің есігі сәл ашылды, сосын жабылды. Бірнеше минуттан кейін дәл сол қадамдар кері естілді. Төсектің сықырлауы. Тыныштық. Мәдина ашық көзбен жатты. Ішінде бәрінің суып бара жатқанын сезді. Демек, ол қателеспеді. Зейнеп апа жүре алады. Ол сау, немесе дерлік сау. Бірақ бәрменсіздікті көрсетіп жатыр. Не үшін? Ұлының назарын алу үшін бе? Келінін азаптау үшін бе? Әлде жай зеріккеннен бе? Ол түнде ұйықтамады. Таңертең Азамат оянғанда ол «Біз сөйлесуіміз керек», деді. Олар ас үйде отырды, кофе ішті. Азамат оған сұраулы қарады. Не болды? Сенің анаң сау? Мәдина мұны тура еш астарсыз айтты. Ол жүре алады, өзіне өзі қызмет ете алады. Мен көрдім. Сен не туралы? Азамат қабағын түйді. Қандай сандырақ? Бұл сандырақ емес. Мен кеше түнде оның тұрып, дәретханаға өзі көмексіз барғанын естідім. Саған солай көрінді ме? Ол қол сілтеді. Мүмкін түс көрген шығарсың. Азамат, мен ұйықтамадым. Мен әдейі аңдыдым. Мәдина үстелдің үстінен оған еңкейіп, көзіне қарады. Сенің анам сау. Ол біздің басымызды қатырып жүр. Және сен, менің ойымша, мұны білесің. Ол көзін тайдырды, үндемеді. Кесені қолында айналдырды. Сосын жай ғана. Егер солай болса да, ол менің анам. Ол жалғыз, оның ешкімі жоқ. Бізбен бірге болғаны жаман ба? Мәдина орындықтың арқалығына сүйенді. Күйеуіне, оның кінәлі жүзіне, жасанды көздеріне қарады да түсінді. Ол білген. Басынан бастап білген. Жай ғана оған, бұған көз жұму ыңғайлы болған. Демек, сен білесің. Ол жай сөреді. Бірақ даусы ашудан дірілдеді. Оның сау екенін біліп тұрып, үндемедің. Мен жұмыс пен үйдің арасына жүгіріп, ұйықтамай, сөгіс алып жүргенде. Ал сен білдің, Азамат. Әсірелеме. Ол кесені үстелге қойды. Алақанымен бетін сипады.
Ол жай ғана ұлымен бірге болғысы келеді. Бұл соншалықты жаман ба? Жаман, егер бұл менің есебімнен жасалса. Мәдина даусының көтеріліп жатқанын сезді. Жаман, егер сен мені тегін қызметші ретінде қолдансаң. Жаман, егер сен менің бетіме өтірік айтсаң. Мен өтірік айтқан жоқпын, жай айтпадым. Ол тұрды, терезеге бұрылды. Мама шынымен инфаркттан кейін. Дәрігерлер оған тыныштық, күтім керек деді. Міне, мен шештім. Бізде тұра тұрсын, күш жинасын. Жұмысыңды таста да, мамаға қара. Мәдина да тұрды, оған жақындады. Сен маған мұны 4-ші күн айттың. Есіңде ме, Азамат? Мен олай дегім келмеді. Не дегің келді? Ол айғайлап жібере жаздады. Мен жұмысыңды тастап, жалақымнан айырылып, сенің сау анаңа күтушіге айналуым керек пе? Сен мұны меңзедің бе? Жеткілікті. Азамат бұрылды, жүзі қызарды. Сен асыра сілтеп тұрсың. Мама ауыр, оған көмек керек, ал сен тек өзімді ойлайсың. Мен бізді ойлаймын. Мәдина көзіне жас келгенін сезді, бірақ өзін ұстады. Біздің отбасымызды, біздің пәтерімізді, біздің ақшамызды. Ал сен тек маманы ойлайсың. Олар бір-біріне қарап, ауыр дем алды. Жатын бөлмеден қоңыраушаның даусы естілді. Сосын Зейнеп апаның ерке талапшыл даусы. Азамат? Ол не шу? Азамат, бері кел. Мен тамақ ішкім келеді. Азамат Мәдинаға қарады. Сосын бұрылып, жатын бөлмеге кетті. Мәдина ас үйде тұрып қалды. Көзінен жас ақты, бірақ ол сыртпеді. Жай ғана терезеге қарап тұрды. Бір апта үнсіздікте өтті. Олар Азамат екеуі дерлік сөйлеспеді. Ол жұмысқа ерте кетіп, кеш оралатын. Барлық уақытын енесімен өткізетін. Оған газет оқиды, бірге теледидар қарайды. Өз күні туралы айтады. Мәдина тамақ пісірді, кір жуды, жинады. Зейнеп апаны тамақтандырды, дәрі берді. Бәрін автоматты түрде, ойланбастан, сезінбестен жасады. Ішінде бос, суық, өлі бос кеңістік болды. Сенбі күні таңертең біреу оның иығынан сілкілегеннен оянды. Көзін ашса, Азамат үстінде тұр, жүзі алаңдаулы. Мәдина, тұр. Маманың жағдайы нашарлап кетті. Ол атып тұрып жатын бөлмеге жүгірді. Зейнеп апа төсекте жатыр. Беті боп-боз, көзі жұмулы. Тынысы ауыр, үзік-үзік. Не болды? Мәдина жақындап пульсын ұстады. Жиі, бірақ бір қалыпты. Білмеймін. Оянды да, басым айналып тұр. Тыныс алуым қиын дейді. Азамат қасында абыржып телефонды жастықты ұстап жатыр. Жедел жәрдем шақырудың қажеті жоқ. Зейнеп апа көзін ашып ұлына қарады. Жай жата тұрайын, өтеді. Бірақ түске дейін оның жағдайы жақсармады. Ол көзі жұмулы жатты, тамақ ішуден бас тартты. Мәдина бірнеше рет кіріп тексерді. Пульс қалыпты, температура жоқ, қысымда қалыпты. Бірақ Зейнеп апа ыңырсып, әлсіздікке шағымданды. Азамат пәтерді кезіп, таныс дәрігерге қоңырау шалып, интернеттен симптомдарды іздеді. Мәдина осыған қарап үндемеді. Ол енді сенбеді. Ыңырсуларға да, шағымдарға да сенбеді. Ол бұл кезекті ойын екенін білді. Кешкісін Азамат дәрі-дәрмек алуға дүкенге шыққанда, Мәдина жатын бөлмеге кірді. Зейнеп апа көзі жұмулы жатыр. Аяқ дыбысын естіп, бір көзін ашып, келініне қарады. Неге келдің? Менің жағдайымның нашарлағанына қуануға ма? Мәдина ештеңе жауап бермеді. Жай ғана тұрып, оған қарады, сосын бұрылып, шығып кетті. Ас үйде отырып, басын қолдарына қойды. Оған бәрібір болды. Зейнеп апамен не болып жатқанда бәрібір. Азамат не айтса да бәрібір. Әрі қарай не болатын да бәрібір. Ол бұдан әрі шыдай алмады. Жексенбі таңы.
Зейнеп апаның өзін жақсы сезініп тұрғанын хабарлауынан басталды. Азамат қуанды. Демек, дәрігер шақырудың, ауруханаға апарудың қажеті жоқ. Мәдина үнсіз басын изеп, таңғы ас дайындауға кетті. Сұлы ботқасы, шәй, май жаққан нан. Күндегідей бәрі сол. Ол Науаны жатын бөлмеге апарды. Қолдары өзінен өзі, механикалық түрде ойсыз қозғалды. Енесі жастыққа сүйеніп төсекте отыр. Ол өте сергек көрінді. Беті қызарған, көзі жылтырайды. Мәдинаны көріп, ернін жымқырды. Сен тағы да ботқаны асырып жібердің. Мен қоюлау, бірақ резеңкеде емес етіп сұрадым ғой. Мәдина Науаны тумбочкаға қойып, жауап берместен шығып кетті. Артынан наразы дауыс естіді. Азамат, ол менімен қалай сөйлескенін көрдің бе? Мәдина есікті артынан жауып, қабырғаға сүйенді. Терең дем алып, демдерін санады. 1, 2, 3, 4. Ол ашу ұстамаларын осылай жемуді үйренді. Ішінде тыныштық орнағанша, дем алып, санау. Азамат 5 минуттан кейін жатын бөлмеден шықты. Жүзі наразы, қабағы түйілген. Мәдина, мамамен сыпайырақ сөйлесуіңе болады ғой. Ол ауырып тұр. Ол сау. Мәдина оған көзіне қарап жай айтты. Және сен мұны білесің. Жеткілікті. Ол қолын сілтеді. Тағы бастама. Ол достарының гаражына кетті. Кешке оралатынын айтты. Мәдина енесімен жалғыз қалды. Күні бойы ол тамақтандырды, су берді, жинады. Зейнеп апа тоқтаусыз еркеледі. Не төсек қатты, не су аз, не теледидар нашар көрсетеді. Мәдина бәрін үнсіз, робот сияқты орындады. Ішінде енді ашу жоқ, тек бос кеңістік. Суық, бейжай, бос кеңістік. Дүйсенбі күні ол жұмысқа келді. Және Тамара Ивановна оны смена басталмай тұрып өзіне шақырды. Мәдина кабинетке кіріп, меңгерушінің қарсысындағы орындыққа отырды. Ол оған ұзақ, зерте қарады, сосын күрсінді. Мәдина, мен енді күте алмаймын. Сен кешігесің, қате жібересің. Сатып алушылар шағымданады. Маған сенімді адам керек. Түсінемін. Мәдина басын изеді. Дауысы бір қалыпты, эмоциясыз. Сіз мені жұмыстан шығарасыз ба? Әзірге жоқ, бірақ бұл соңғы ескерту. Мәдина қолын үстелге қойды. Сенде бір апта бар. Егер осы уақыт ішінде ештеңе өзгермесе, мен саған орынбасар табуға мәжбүр боламын. Мен өте өкінемін. Бірақ бұл жұмыс. Мен дәріхананың беделіне қатер төндіре алмаймын. Мәдина кабинеттен шығып, сөренің артына тұрды. Сатып алушылар бірінен соң бірі келіп жатты. Ол дәрілерді берді. Чектерді қағып, күлімсіреді. Бәрін дұрыс, қатесі жасады. Ол бар күшімен зейін қоюға мәжбүрледі. Бірақ смена соңына таман басы гүлдеп, қолы дірілдеп тұрды. Кешкісі неге оралғанда Азамат оны дәлізде қарсы алды. Жүзі алаңдаулы. Мәдина, біз сөйлесуіміз керек. Олар ас үйге отырды. Азамат өзіне су құйып, бір жұтым ішті. Сосын оған қарады. Тыңдашы, мен ойладым. Мүмкін сен шынымен 2 аптаға өз есебіңнен демалыс аласың ба? Тынығып, өзіңді ретке келтіресің. Сонымен бірге мамаға қарайсың. Мәдина оған қарады да танымай қалды. Бұл адам оның күйеуі еді. 5 жыл бұрын олар некелескен. Балалар, өз үйі, бақытты өмір туралы армандаған. Ал қазір ол оның қарсысында отырып, оның сау анасына қарау үшін жұмысын тастауды ұсынып отыр. Жоқ, деді ол тыныш, эмоциясыз. Неге жоқ? Азамат қабағын түйді. Мен демалыс алмаймын. Мен жұмысты тастамаймын. Мәдина тұрып, терезеге жақындады. Сенің анаң сау. Ол өзіне өзі қарай алады. Мәдина, жеткілікті енді осыны. Азамат дауыс көтерді. Мама ауырып тұр. Оған көмек керек. Неге сен соншалықты қатыгезсің? Өйткені мен шаршадым.
Мәдина оған бұрылды. Мен өзіме өтірік айтудан шаршадым. Шыдаудан шаршадым. Тегін қызметші болудан шаршадым. Сен менің әйелімсің. Азамат тұрып, оған жақындады. Сен менің отбасыма көмектесуің керек. Мен сенің әйеліммін, бірақ... Мәдина бір қадам артқа шегінді. Және сенің анаң менің міндетім емес. Жұмысыңды таста да, мамаға қара. Азамат айғайлап жібере жаздады. Мен шығындарымызды жалғыз көтеремін. Бір амалын табамыз. Мәдина оған, оның қызыл жүзіне, жұдырықталған қолдарына қарады. Ол шынымен айтып тұр. Ол оның жұмысысын тастауын талап етті. Жоқ. Ол есікке бұрылды. Мен тастамаймын. Онда сен жаман әйелсің, деп айғайлады ол артынан. Мәдина ас үйден шығып, қонақ бөлмеге өтті. Диванға жатып, көрпені жамылып, көзін жұмды. Жатын бөлмеден Зейнеп апаның дауысы естілді. Азамат, ол не айқай? Азамат, бер кел, мен қорқамын. Азамат анасына кетті. Мәдина жатып, оның анасын қалай жұбатып жатқанын, бірдеңе мейірімді, қамқор сөздер айтқанын тыңдады. Оған бәрібір болды. Ол енді ештеңе сезінбеді. Келесі күні ол жұмысқа уақытында келді. Күні бойы ол автомат сияқты жұмыс істеді. Жылдам, анық, қатесіз. Тамара Ивановна қасынан өтіп бара жатып, бірнеше рет мақұлдап бас изеді. Мәдина жауап бермеді, жай ғана өзі жұмысын істеді. Кешкі 9:30 үйге оралды. Азамат жатын бөлмеде анасымен отыр. Олар теледидардан бір шоу көріп жатыр. Мәдина ас үйге өтті. Тоңазытқыштан өзіне сорпаны жылытты, тамақтанды, ыдысты жуды. Сосын жатын бөлмеге кіріп, үнсіз науаны, енесінің кешкі асының қалдықтарымен алып, ас үйге апарды. Жуды. Ол қонақ бөлмеге оралғанда, Азамат оның артынан шықты. Мәдина, сен маманың жағдайында сұрамадың ғой. Зейнеп апаның жағдайы қалай? Деп айғайлады Мәдина, жатын бөлме жаққа күйеуіне қарамай. Нашар, деп жауап келді. Күні бойы жалғыз отырмын. Зерігуден өлейін дедім. Міне жауабы. Мәдина диванға жатып көрпені жамылды. Сен келе кетіп тұрсың ба? Азамат қолын айқастырып үстінде тұрды. Жоқ, жай ғана енді өтірік айтпаймын. Ол біраз тұрды, сосын бұрылып кетіп қалды. Мәдина көзін жұмды. Ұйқы келмеді. Бірақ ол қозғалмай жатты. Қашан соғылады деп секундтарды санады. 1 минут, 2, 5 өтті. Қоңырау үндемеді. Мүмкін Азамат анасының қасында өзі кезекшілік етіп тұрған шығар. Бүгін сәрсенбі күні Мәдина ең қатты қорыққан нәрсесі болды. Ол сатып алушыға қате дәрі беріп жіберді. Қораптарды шатастырып, атауын тексермеді. Жақсы. Әйел мұқият болып шықты. 5 минуттан кейін қайтып келіп, қатені көрсетті. Бірақ Тамара Ивановна бәрін көрді. Мәдинаны кабинетке шақырып, қатаң түрде айтты. Болды. Бұл соңғы рет. Дүйсенбіден бастап жаңа қызметкер шығады. Сен аптаның соңына дейін жұмыс істей аласың. Мәдина басын изеп шығып кетті. Қоймадағы орындыққа отырып, қабырғаға қарады. Оны жұмыстан шығарды. Ол жұмысынан айырылды. 80 мың теңге жалақыдан, ипотеканың жартысынан, олардың өмірінің жартысынан. Ол Азаматқа не айтады? Енді не болады? Кешкісін ол үйге келді де, күрткесін шешпей ас үйде отырды. Азамат жатын бөлмеден шығып, оны көріп, қабағын түйді. Неге отырсың? Бар, мамаға кешкі ас жаса. Мені жұмыстан шығарды. Мәдина үстелге қарап жай айтты. Не? Азамат жақындады. Қалай шығарды? Әдеттегідей, шамам келмейді деді. Дүйсенбіден бастап жаңа қызметке шығады. Ол қарсысына отырды. Бетін қолдарымен сипады. Мәссаған, Мәдина. Қалай сонда? Сен тырсалар едің ғой.
Мен тырыстым. Ол оған көзін көтерді. Бірақ мен жұмыс пен сенің ананың арасында бөліне алмаймын. Түнде ұйықтамай, күндіз қалыпты жұмыс істей алмаймын. Бір уақытта екі жерде бола алмаймын. Жарайды. Азамат тұрып, ас үйді айналып өтті. Ештеңе етпес, басқа жұмыста барсың. Тіпті жақсырақта. Ал әзірге? Жақсы. Әзірге мамаға қарайтын боласың. Мәдина оған қарады да, түсінді. Ол риза. Бұл оның қолына тиімді болды. Енді ол күні бойы үйде. Енесіне қарай алады, ал ол еркін. Азамат, біз неге өмір сүреміз? Деп сұрады ол. Сенің жалақыңа ма? Я, бір амалын табамыз. Ол иығым қиқан еткізді. Көтереміз. Бастысы, мама қинамаса болды. Мәдина тұрып ас үйден шықты. Ванна бөлмесіне өтіп, есікті жауып, суды қосты. Ваннаның шетіне отырып, жылап жіберді. Ақырын, дыбыссыз. Көзінен жас ағып, ваннаның бетіне тамды. Ол өзіне өзі жаны ашығаннан емес, дәрменсіздіктен. Бәрі құлап бара жатқаннан. Ал ол ештеңе істей алмайтыннан жылады. Келесі күні ол құрбысы Әлияға қоңырау шалды. Ол даусындағы жасты бірден естіді. Мәдина, не болды? Мені жұмыстан шығарды. Мәс саған, енеңнің кесірінен бе? Иә. Әлия бірнеше секунд үнсіз қалды. Сосын абайлап айтты. Тыңдашы, сен оның шынымен ауыр науқас екеніне сенімдісің бе? Жоқ. Мен оның түнде тұрып дәретханаға өзі көмексіз барғанын көрдім. Мәдина, бұл алдау ғой. Әлия ашуланды. Сен Азаматқа айтуың керек. Мен айттым. Ол сенбейді, дұрысы, сенгісі келмейді. Мәдина қонақ бөлмедегі диванда отырып, терезеге қарады. Оған мамасының мұнда тұрғаны ыңғайлы. Ол онымен сөйлеседі. Ол риза. Ал менің сол үшін жұмысынан айырылғаным оған бәрібір. Онда көшіп кет. Әлия шешімді айтты. Шынымен definition. Заттарынды жинап кет. Менің үйімде тұра тұрасың, жұмыс табасың. Сосын ары қарай не істейтініңді шешесің. Мәдина үнсіз қалды. Кету. Бірге төлеп жатқан пәтерді тастау. Азаматты тастау. Бірақ ол әйелінің орнына анасын таңдағанда, ол оны бірінші тастап кеткен жоқ па? Мен ойланамын. Ол тұтқаны қойып, бетін қолдарымен жапты. Кешкісін Азамат жұма күні жұмыстан кейін достарының гаражына түні бойы серікке көлікті жөндеуге көмектесуге кететінін хабарлады. Мәдина үнсіз басын изеді. Демек, ол Зейнеп апамен бір түнге жалғыз қалады. Жұма күні қиындықпен өтті. Мәдина күні бойы үйде болды. Басқа барар жер жоқ. Жұмыс жоқ. Ол үй жинады, тамақ дайындады, кір жуды. Енесі әр жарты сағат сайын назар аудару талап етті. Не су сұрайды, не жастықты түзеуді, не болмаса жай сөйлесуді. Кешке қарай Мәдинаның басы жарылып барады. Азамат кешкі 8-де кетті. Таңертең қайта оралуға уәде берді. Мәдина енесін кешкі аспен тамақтандырды. Жуынуға көмектесті. Дәрі берді. Зейнеп апа төсекке жайғасты. Теледидарды қосты. Алысқа кетіп қалма. О келініне қатаң қарады. Кенеттен түнде менің жағдайым нашарласа ше? Мен қонақ бөлмеде боламын. Мәдина шығып есікті жапты. Ол диванға жатты. Бірақ ұйықтай алмады. Басы ауыр, жабырқау ойларға толы. Әр қарай не істейді? Жаңа жұмыс іздейді. Бірақ енесі осы жерде тұрғанда қалыпты жұмыс істей алмаса, оны кім алады? Азаматтан кету. Бірақ қайда? Оның жеке баспанасы жоқ. Пәтер жалдауға ақшасы жоқ. 10:30-да қоңырауша соғылды. Мәдина тұрып, жатын бөлмеге барды. Зейнеп апа төсекте жатып, төбеге қарап жатыр. Мен іш пысты. Ол мұны жай мүлайым айтты. Қасымда отыршы. Мәдина орындыға келіп, қасына отырды. Енесі 5 минуттай үндемеді. Сосын кенеттен,
Білесің бе, мен Азаматтың Әлияға үйленгенін әрқашан армандағанмын. Оны есіңе түсірдің бе? Біз оның анасымен дос болдық. Қыз өте әдемі, ақылды еді. Ол институтқа түсті, сосын бір фирманың директорына тұрмысқа шықты. Міне, нағыз теңі осы болатын. Мәдина үнсіз қалды. Зейнеп апа жалғастырды. Ал сен әрине жаман емессің, бірақ қарапайымсың. Дәріханада жұмыс істедің, бұл мамандық емес, жай ғана қосымша жұмыс. Дұрыс тамақ пісіре алмайсың, үйді ұстай алмайсың. Мен Азаматтың сенен нені тапқанын түсінбеймін. Ол мені сүйді, деді Мәдина жай, сыбырлап. Сүйді? Енесі мысқылдады. Махаббат деген әйел күйеуі үшін бәрін жасауға дайын болғанда, жұмысын тастап, енесіне қамқорлық жасап, бала туғанда. Ал сен не істедің? Жұмыс істейсің, ақша табасың, тек өзіңді ойлайсың. Бұл махаббат емес, бұл эгоизм. Мәдина орнынан тұрып, бір ауыз сөз айтпастан бөлмеден шықты. Ас үйде отырып өзіне су құйды. Қолы ашудан емес, реніштен дірілдеді. Ол Азаматпен бірге осы пәтерді сатып алуға мүмкіндік беру үшін 5 жыл бойы еңбек етті. 5 жыл бойы енесінің мін табуын, оның менсінбеген көзқарастарын, оның тұспалдарын көтерді. Ал енді бұл әйел оған эгоист деп айтып тұр. Ол қонақ бөлмеге оралды, диванға жатты, көзін жұмды, бірақ ұйқы келмеді. 11:30-да қоңырау шақ қайтадан соғылды. Мәдина тұрып жатын бөлмеге барды. Маған су берші. Ол су әкеліп стаканды ұсынды. Зейнеп апа бір жұтым ішіп, стаканды тумбочкаға қойды. Сен кете аласың? Мәдина қонақ бөлмеге оралып жатты. 1 сағаттан кейін қоңырау шақ қайта соғылды. Мен томазып тұрмын. Тағы бір көрпе әкелші. Мәдина көрпе әкеліп, енесін жапты. Қонақ бөлмеге оралды. Түнгі 2-де қоңырауша тағы да соғылды. Маған тұншығып тұр. Терезені аш. Мәдина терезені ашты. Қонақ бөлмеге оралды. 3-те. Терезені жап. Жел соғып тұттыр. 4-те. Мен қорқамын. Қасымда отыршы. 5-те. Су әкелші. Таңғы 6-да қоңырауша, кезекті рет соғылғанда Мәдина диваннан робот сияқты тұрды. Көзі ілініп, басы ауыр. Бүкіл денесі сырқырап тұр. Ол аяғын әрең сүйретіп, жатын бөлмеге барды. Зейнеп апа төсекте жатып, келініне риза кейіппен қарады. Таңғы аста кел, мен тамақ ішкім келеді. Мәдина бұрылып ас үйге барды. Сұлы ботқасын қайнатуға қойды. Шай демдеді. Нанға май жақты. Бәрін автоматты түрде жасады. Миы өшіп қалған. Тек қолдары жұмыс істеді. Таңғы ас дайын болғанда ол бәрін ауаға қойып, жатын бөлмеге апарды. Зейнеп апа жастыққа сүйеніп, төсекте отыр. Мәдинаны көріп, мұрнын шүйірді. Тағы ұзақ, мен ұмытып кеттім бе деп ойладым. Мәдина науаны тумбочкаға қойды. Шай толтырған кесені алып, енесіне ұсынды. Ол кесені алып, еріне әкелді. Мәдина қасында тұрды. Оның күтімді жүзіне, мықты қолдарына, риза кейіпіне қарады. Ішінде бірдеңе сырт етті. Бәрін ұстап тұрған бір жіп үзілгендей. Мәдинаның қолы дірілдеп кетті. Әдейі емес, жай ғана шаршағаннан, түнде ұйықтамағаннан, бұдан әрі шыдауға күш қалмағаннан. Ыстық шай толтырылған кесе шайқалып төңкерілді. Шай тікелей Зейнеп апаның аяқ тұсынан көрпеге төгілді. Мәдина үрейленіп қатып қалды. 1 секунд, 2. Ол көрпеде жайылып жатқан даққа ыстық сұйықтықтан көтерілген буға қарады. Басында бос, тек бір сұрақ. Ол не істеді? Сол кезде Зейнеп апа аяғын күрт тартып алды. Жылдам, серпінді. Сау адам сияқты, төсектен атып тұрып, айқайлап, қолын сермеп есікке ұмтылды. Сен не істеп тұрсың, ақымақ?
Ол тез, сенімді, ақсамай әлсіздіксіз жүгірді. Есікке жетіп бұрылды. Тек сонда ғана Мәдинаның жүзін көргенде тоқтап қалды. Зыңғырлаған тыныштық орнады. Зейнеп апа бөлменің ортасында өз аяғымен тұр, ауыр дем алып. Мәдина төсек қасында бос кесе ұстап тұр. Олар бір-біріне қарады. Демек, сен саусың ғой. Мәдина мұны жай баяу айтты. Бұл сұрақ емес, тұжырымдама еді. Енесі аузын ашты, жапты, бозарып кетті. Қабырғаға қарай шегінді. Бірдеңе айтуға тырысты, бірақ сөздер құралмады. Тек үзік-үзік, мағынасыз дыбыстар. Есік алдында Азамат пайда болды. Ол айқайға жүгіріп келді. Уәде еткеннен ертерек оралған болу керек. Босағада тұрып, бөлменің ортасында өз аяғымен тұрған анасына қарады. Жүзі аппақ болып кетті. Мама. Ол үшке қарай бір қадам жасады, Мәдинаға. Сосын қайтадан анасына қарады. Сен тұрсың ба? Зейнеп апа ауа жұтып, төсекке қарай шегінуге тырысты. Бірақ Азамат оның жолын бөгеді. Сен тұрсың, ол қайталады. Және оның даусында бір қорқынышты нәрсе естілді. Ашу емес, реніш емес, көңіл қалу. Сен жүре аласың, Азамат. Мен жай... Енесі оған қолын созды. Бірақ ол кейін шегінді. Сен өтірік айттың. Ол жай сөйледі. Бірақ әр сөзі соққыдай тиді. Осы уақыт бойы сен өтірік айттың. Науқас болып көріндің. Мәдинаны саған қарауға мәжбүрледің, ал өзің бәрін өзің істей алатынсың. Жоқ, мен шынымен ауырдым. Инфаркт болды. Зейнеп апа жылап жіберді. Жай ғана мен тез сауықтым. Дәрігерлер өздері таңғалды. Бірақ мен жалғыз болдым, Азамат. Мен сенімен бірге болғым келді, ұлыммен. Менің есебімнен бе? Азамат әлі де төсек қасында бос кесе ұстап тұрған Мәдинаға қарады. Менің жұмысынан айырылған әйелімнің есебінен бе? Түнде ұйықтамаған. Сені әр сағат сайын жай ғана қинау үшін шақырған әйелімнің есебінен бе? Мен қаламадым. Енесі жыламсырады, бетіне жасын жақты. Мен жалғыз болғандықтан қиналдым. Мен бұл уақытша деп ойладым. Уақытша? Азамат есікке бұрылды. Заттарыңды жина, дереу. Не? Зейнеп апа ұлына таңдана қарады. Сен мені қуып жатырсың ба? Мен сені үйіне, өз пәтеріне апарамын. Ол артқа бұрылмады. Анасына арқасын беріп тұрды. Дереу. Азамат, бірақ мен сенің анаңмын ғой. Енесі оған ұмтылды, қолынан ұстады. Сен менімен олай істей алмайсың. Менің сенен басқа ешкімім жоқ. Менің де әйелімнен басқа ешкімім жоқ. Азамат қолын босатып алды, анасына суық қарады. Сен оны қорладың, оны жаман, лайықсыз деп айттың. Ал мен саған сендім. Мен сенің дұрыс айтып тұрсың деп ойладым. Ал сен жай ғана біздің отбасымызды бұзғың келді. Жоқ. Зейнеп апа тізе бүгіп, ұлының аяғынан ұстады. Азамат, кешір мені. Мен енді олай істемеймін. Мен шынымен жақсы болсын деп ойладым. Заттарыңды жина. Азамат оны итеріп, бөлмеден шығып кетті. Енесі еденде отырып, жылап қалды. Мәдина кесені тумбочкаға қойып, ол да шықты. Дәлізде Азамат маңдайын қабырғаға сүйеп бірді. Иықтары дірілдеді. Ол үнсіз жылап тұр. Мәдина жақындап қасына тұрды. Құшақтамады, арқасынан сипамады. Жай ғана тұрды, үнсіз. Мен білмедім. Азамат басын көтермей сөйледі. Шынымды айтсам, Мәдина, мен күдіктендім. Бірақ сенгім келмеді. Мүмкін ол шынымен әлсіз.
Мүмкін оған қиын деп ойладым. Ал ол жай ғана бізді пайдаланды. Мені, деп түзеді Мәдина жай. Ол мені пайдаланды. Сені сүйді. Сүйді? Ол түзеленіп, бетін алақанымен сүртті. Мен ол үшін ұлы емес, меншік болдым. Және сен де келін емес, қызметші болдым. Жатын бөлмеден жылаған дауыс естілді. Сосын аяқ дыбыстары. Зейнеп апа заттарын жинап жатыр. Азамат ас үйге өтті. Шкафтан үлкен сөмкені алып, жатын бөлмеге қайта оралды. Мәдина оның анасының заттарын үнсіз салып жатқанын естіді. Анасының жылағанын, ақталуын. Азамат жауап бермеді, жай ғана жинады. Жарты сағаттан кейін олар пәтерден шықты. Зейнеп апа пальтода, қолында сөмке, жылаған, абыржыған. Азамат алдында заттар салынған пакеттермен. Ол артына қарамады, қоштаспады. Жай ғана шығып, артынан есікті жапты. Мәдина пәтерде жалғыз қалды. Жатын бөлмеге оралды. Бөлменің ортасындағы медициналық төсекке, дәрі-дәрмектер салынған тумбочкаға, су стаканына, әр түнде соғылған қоңыраушаға қарады. Ол жақындап, қоңыраушаны қолына алды. Оған қарады, сосын терезені ашып, сыртқа лақтырды. Қоңырауша 5-ші қабаттан төмен құлап, асфальтқа соғылғанда соңғы рет сыңғыр етті. Мәдина терезені жапты. Медициналық төсектен төсек жабдығын шешіп алды. Умаждап, жуынатын бөлмеге апарды. Кір жуғыш машинаға салды. Ұнтақ салып, қосты. Жатын бөлмеге оралды. Медициналық төсекті есікке қарай жылжыта бастады. Ауыр нәрсе, бірақ ол шамасы келді. Оны дәлізге шығарып, қабырғаға сүйеді. Сосын өзі мен Азаматтың төсегін бұрынғы орнына, терезеге қарай жылжытты. Үстіне таза төсек жабдығын төседі. Жастықтарды қақты. Дәрілерді несінен желдету үшін терезені ашты. Төсекке отырып, терезеге қарады. Сыртта суық қараша таңы атып келеді. Сұр аспан, жалаңаш ағаштар. Ол түнде ұйықтамады, бірақ шаршауды сезінбеді. Тек бір түрлі жеңілдік, ауыр жүк иығынан түскендей. Азамат 2 сағаттан кейін оралды. Пәтерге ақырын кірді. Жатын бөлмеге өтті. Медициналық төсектің жоқ екенін, бәрі өз орнында тұрғанын көрді. Мәдинаның қасына төсекке отырды. Оның қолынан ұстады. Кешір. Ол оған қарамай жай айтты. Мен оның осында екенін білмедім. Немесе білгім келмеді. Сенің осының бәрінен өтуіңе мәжбүр еткенім үшін кешір. Мәдина үнсіз қалды. Олардың қосылған қолдарына қарады. Оның үлкен, жылы қолына, және оның кішкентай, суық қолына. Күдіктендің ғой. Ол дәл солай жай айтты. Жай мамаға ыңғайлы болды. Ол дауласпады. Басын төмен салды. Оның қолын қаттырақ қысты. Олар ұзақ отырды, үнсіз, терезеге қарап. Мәдина оның біреуге телефон соғып, медициналық төсекті алып кетуге келісіп жатқанын естіді. Сосын ол оралып, төсекке жатты. Көзін жұмды. Мәдина қасына жатты. 3 аптада бірінші рет ол өз төсегінде, өз жатын бөлмесінде, қоңыраушаның даусы, талаптарсыз жатты. Ол көзін жұмды да, терең, ауыр, түссіз ұйқыға кетті. Мәдина терезе сырты қараңғыланғанда оянды. Телефонға қарады. Кешкі 7. Ол 10 сағатқа жуық ұйықтапты. Қасында ешкім жоқ. Азамат шамасы ерте тұрған. Ол тағы 1 минут төбеде қарап жатты. Тыныштық. Қоңыраушаның ешқандай даусы, ешқандай талап, ешқандай наз жоқ. Тек тыныштық. Ол тұрып халатын киді де жатын бөлмеде шықты. Дәлізде медициналық төсек жоқ. Азамат одан құтылып үлгеріпті. Қонақ бөлмеде жарық жанып тұр. Сол жерден теледидардың жай дыбысы естіледі. Азамат диванда отыр. Бір бағдарлама көріп отыр. Мәдинаны көріп, дыбысты өшірді. Ұйықтап алдың ба? Иә. Ол қасына отырды, аяғын бүкті.
Сағат қанша болды? 7-ге жақындады. Ол бетін қолдарымен сипады. Шаршаған көрінеді. Мен төсекті беріп жібердім. Хабарландыру бойынша жігіттер келіп алып кетті. 5.000 теңге төледі. Ештеңе де болса. Мәдина басын изеді. Не айтарын білмей, үнсіз қалды. Азамат та үнсіз. Өшірулі теледидар экранына қарап отыр. Мама қоңырау шалды. Ол мұны жай, эмоциясыз айтты. 3 рет. Мен тұтқан алмадым. Сосын жазды. Кешірім сұрады. Мен жауап бермедім. Не істейсің деп сұрады Мәдина. Білмеймін. Азамат иығын қиқан еткізді. Жалғыз тұра тұрсын, өзін өзі ойласын. Мүмкін кейінірек сөйлесерміз. Немесе сөйлеспейміз, көреміз. Олар тағы біраз үнсіз қалды. Сосын Азамат оған бұрылды. Мәдина, мен бәрінің соншалықты нашар екенін шынымен білмедім. Мен сенің жай шаршадың. Саған қиын деп ойладым. Бірақ бұлай емес. Ал сен менің кесірімнен, біздің кесірімізден, оның кесірінен жұмысынан айырылдың. Менің кесірімнен, деп түзеді Мәдина жай. Оның дәрменсіздікті көрсеткені үшін. Ал мен жұмыс пен оған қараудың арасында жүгірдім. Иә, оның кесірінен. Азамат басын төмен салды. Бірақ мен мұны ертерек тоқтата алар едім. Күтуші жалдай алар едім. Маманы үйіне апара алар едім. Бірақ істемедім. Өткені маған ыңғайлы болды. Мамаға назар аударылады, ал мен жұмыстан келемінде бәрі дайын тұрады. Мәдина тыңдады. Және бұл мойындау оған қиынға соққанын түсінді. Азамат ешқашан қателіктерін оңай мойындайтын адам болмаған. Мен басқа жұмыс табамын. Ол мұны тыныш, сенімді айтты. Мүмкін тіпті жақсырақ, Тамара Ивановна сұрасам, ұсыныс беремін деді. Ал ипотека? Азамат оған алаңдаулы қарады. Төлем 1 аптадан кейін. Шешеміз. Менде қара күнге жинаған аздаған ақша бар. Мәдина тұрып, ас үйге барды. 2 айға жетеді. Осы уақыт ішінде мен жұмыс табамын. Ол тоңазытқышты ашты. Азық-түлік алды. Азамат оның артынан жүріп, есік алдында тұрды. Мәдина, менің саған айтарым бар. Ол оның көзіне қарап, байсалды сөйледі. Енді ешқашан. Менің анам сенің келісіміңсіз бұл пәтердің табалдырығын аттамайды. Уәде беремін. Мәдина басын изеп, салатқа көкөністерді турауды жалғастырды. Азамат жақындап, оны артынан құшақтады. Маңдайын оның иығына сүйеді. Мені кешірші, өтінемін. Ол пышақты қойды, оған бұрылды. Оның жүзіне, ұйқысыздықтан қызарған көздеріне, кінәлі кейпіне қарады. Ол шынымен өкініп тұр. Бұл көрініп тұр. Мен кешіремін деді Мәдина оны құшақтап. Бірақ бірден емес. Маған осы 3 аптаны ұмыту үшін, саған қайтадан сенуді бастау үшін уақыт керек. Қанша керек болса да. Азамат оны қаттырақ қысты. Мен күтемін. Олар ас үйдің ортасында құшақтасып тұрды. Сосын Мәдина алыстап, тамақ дайындауға оралды. Азамат көмектесті. Нан кесті, дастархан жайды. Олар кешкі асты үнсіз ішті. Әр қайсысы өз ойымен. Кешкі астан кейін Мәдина ыдысты жуды. Ал Азамат қоқысты шығарды. Қарапайым тұрмыстық істер. Бірақ оларды ұзақ уақытта бірінші рет бірге жасады. Сосын Мәдина жуынатын бөлмеге барып, душ қабылдады. Ыстық судың астында тұрып, соңғы апталардағы шаршаудың жуылып жатқанын сезді. Бәрі кеткен жоқ, әрине. Реніш пен ашу әлі ұзақ сақталады. Бірақ шиеленістің бір бөлігі кетті. Ол жатын бөлмеге оралғанда, Азамат төсекте жатып, телефонды парақтап жатыр. Мәдина қасына жатты, көрпені жамылды. 3 аптада бірінші рет олар өз төсегінде, өз жатын бөлмесінде екеуі бірге ұйықтады. Тәтті ұйқы, деп сыбырлады Азамат, жарықты сөндіріп. Тәтті, деп жауап берді Мәдина. Ол көзін жұмды да бірден ұйқыға кетті.
Қоңырау шаларсыз, айқай шусыз, талаптарсыз. Тек ұйқы. Сенбі таңы қоңыраудан басталды. Мәдина Азаматтың телефоны тумбочкада шырылдағаннан оянды. Ол оны сипап тауып, экранға қарады. Мұрнын шүйірді. Мама, тағы. Тұтқан ал, деді Мәдина жай. Сөре сонымен. Азамат 2-3 ойда болды. Сосын қоңырауды қабылдады, дауыс зорайтқышты қосты. Алло, Азамат? Зейнеп апаның дауысы мүләйім, жалынышты еді. Балам, кешір мені. Мен қаламадым. Мен шынымен де бәріне жақсы болады деп ойладым. Кімге жақсы болады, мама? Азамат ашусыз, тыныш сөйледі. Саған, маған. Мәдинаға емес екені анық. Мен жай ғана саған жақынырақ болым келді. Енесі жыламсырады. Мен сондай жалғызбын. Маған соншалықты жалғыз. Ал сендер екеуің осы пәтерде. Және маған мен сендерге керек емес сияқты көрінді. Біз саған көмектесер едік, мама. Келер едік. Азық-түлік әкелер едік. Дәрігерлерге апарар едік. Азамат қолын сипады. Бірақ сен басқа жолды таңдадың. Сен назар аудару үшін дәрменсіз болып көрінуді шештің. Және біздің өмірімізді бұздың. Мен бұзғым келмеді. Зейнеп апа қаттырақ жылады. Мен бұл уақытша деп ойладым. Мәдина жеңет деп ойладым. Ол жас қой, мықты қой. Ол жұмысынан айыруды, мама. Азамат мұны қатаң айтты. Сенің кесірінен. Ол түнде ұйықтамады. Өйткені сен әр сағат сайын қоңыраушамен қоңырау шалдың. Ол жұмыс пен саған қараудың арасында бөлінді. Және ақырында оны жұмыстан шығарды. Түсінесің бе? Тыныштық орнады. Сосын енесі жай айтты. Мен білмедім. Мен олай болады деп ойламадым. Сен ойламадың. Азамат ашты қайталады. Сен өзінен басқа ешкімді ойламайсың, Азамат. Бірақ мен сенің анаңмын ғой. Зейнеп апаның даусында истерикалық ноталар пайда болды. Сен мені тастай алмайсың. Менің ешкімім жоқ. Менің де отбасым бар, мама. Әйелім бар. Мен оны таңдаймын. Азамат Мәдинаға қарады, қолынан ұстады. Кешір, бірақ солай болады. Демек, бәрі бітті ме? Енесі жылауын тоқтатты. Дауысы суық. Сен мені осы үшін, оным үшін тастайсың ба? Иә, Азамат мұны қатты айтты. Мен Мәдинаны таңдаймын. Өйткені ол менің қасымда. Мен оның ұлы болғаным үшін емес, ол мені сүйетін үшін. Ал сен, мама, тек өзіңді сүйесің. Ол жауапты күтпей тұтқаны қойды. Жастыққа сүйеніп, көзін жұмды. Мен анама ешқашан бұлай айтамын деп ойламадым. Бірақ сен айттың, деді Мәдина оның қолын қысып. Және бұл дұрыс. Олар 10 минуттай тағы жатты, сосын тұрды. Сенбі, демалыс. Ешқандай ерекше іс жоқ. Азамат серуендеуге баруды сынды. Ұзақ уақыттан бері жай ғана іссіз бірге болмаған. Мәдина келісті. Олар киініп сыртқа шықты. Қараша айы, суық. Жел ағаштардан соңғы жапырақтарды жұлып әкетеді. Олар саябақта қол ұстасып, үнсіз жүрді. Мәдина жалаңаш бұтақтарға, сұр аспанға қарап, өмірдің қызық екенін ойлады. 3 апта бұрын ол бәрі құлап, жеңе алмаймын деп ойлаған. Ал бүгін күйеуімен саябақта жүр, және алда бос кеңістік. Бірақ қорқынышты, жанды жейтін емес, үміт беретін. Өйткені бос кеңістікті жаңа нәрсемен толтыруға болады. Мәдина, басқа жаққа барып қайтайықшы, деп ұсынды кенеттен Азамат. Демалыс күндері көрші қалаға мысалы. Театрға барайық, мейрамханаға, бұрынғыдай. Есіңде ме? Қай ақшаға? Мәдина оған қарады. Ипотека, коммуналдық төлемдер, тамақ. Менде аздап жинаған ақшам бар. Көлікке жинағамын. Бірақ соның бір бөлігін сапарға жұмсауға болады. Азамат тоқтап, оны өзіне бұрды. Кеттік.
Осы қорқыныштан біраз алаңдаймыз. Мәдина ойлады. Олар ұзақ уақыттан бері екеуі бірге еш қайда бармаған. Бәрі жұмыс, тұрмыс, проблемалар. Мүмкін шынымен тұрарлық шығар. Кем дегенде 1-2 күнге. Тыныс алу үшін. Бұрынғыдай болғандарын еске түсіру үшін. Кеттік. Ол күлімсіреді. Тек алыс емес, және қымбат емес. Келістік. Азамат оны құшақтап өзіне қысты. Олар саябақтың ортасында құшақтасып тұрды. Өтіп бара жатқандар оларды айналып өтті. Сосын олар әрі қарай жүрді. Әлі де қол ұстасып. Кешкісін олар үйге оралғанда, Мәдина ноутбуктың артына отырып, бос жұмыс орындарын іздей бастады. Қаланың әртүрлі аудандарында, әртүрлі кестемен, әртүрлі жалақымен провизорлар көп талап етіледі. Ол 5 дәріханаға түйіндеме жіберді. Тамара Ивановнаға ұсыныс сұрап жазды. Ол бірден жауап берді. Әрине жазамын. Сен жақсы мамансың. Жай ғана күрделі өмірлік жағдай болды. Азамат қасында отырды, телефонына қарап. Сосын кенеттен, Мәдифинисян. Мен ойладым. Мүмкін мен демалыс күндері немесе кешкісін қосымша жұмыста бармын. Ипотекамен тезірек бітіру үшін. Сен сенімдісің бе? Мәдина оған таңдана қарады. Сен зауытта онсыз да шаршайсың ғой. Сенімді. Азамат басын изеді. Мен болған жағдайды өтеуім керек. Сен жұмысыңнан айырылдың. Біз ақша жоғалттық. Бұл менің кінәм. Және мен оны түзетуім керек. Мәдина, бұл оның кінәсі емес, ененің кінәсі екенін айтқысы келді. Бірақ үндемеді. Азамат шешімді өзі қабылдады. Және бұл дұрыс еді. Дүйсенбіде Мәдинаға бір дәріханадан қоңырау шалды. Сейсенбіде сұхбатқа шақырды. Ол келісті. Мекен жайын жазып алды. Сосын екінші дәріханадан қоңырау шалды. Оларды шақырды. Мәдина қуанды. Демек, бәрі жоғалған жоқ. Демек, ол керек. Сейсенбіде ол 2 сұхбатқа да барды. Бірінші дәріхана 2x2 кестесін ұсынды. Жалақысы 300 000 теңге. Екіншісі 5x2, 350 000 теңге. Мәдина екіншісін таңдады. Ақшасы көп және үйге жақын аудан. Меңгеруші. Елулердегі әйел. Қатаң, бірақ мейірімді. Айтты. Дүйсенбіден шығыңыз. Құжаттарды жұмада әкелесіз. Ресми рәсімдейміз. Мәдина үйге қанаттанып оралды. Азамат онымен бірге қуанды. Құшақтап, құттықтады. Кешкісін олар мұны қарапайым атап өтті. Пицца сатып алды. Теледидардан комедия көрді. Диванда бір-біріне жабысып отырды. Және Мәдина ұзақ уақытта бірінші рет өзін тыныш сезінді. Бақытты емес, әлі ерте. Реніш пен ашу ешқайда кеткен жоқ. Бірақ тыныш. Ең қорқыныштысы артта қалғандай. Зейнеп апа апта ішінде тағы бірнеше рет қоңырау шалды. Азамат тұтқан алмады. Бір рет ол ұзақ хабарлама жазды. Кешірім сұрады. Енді ешқашан алдамайтынына ант берді. Оған мүмкіндік беруін өтінді. Азамат оқыды да, жауап бермей өшіріп тастады. Сен шынымен онымен сөйлескің келмей ме деп сұрады Мәдина жұма күні кешкі ас үстінде. Білмеймін. Азамат иығын қиқан еткізді. Әзірге жоқ. Мүмкін кейінірек мен сабама түскенде, оған ашулануды қойғанда немесе қоймағанда. Көреміз. Мәдина басын изеді. Ол күйеуін түсінді. Ол өзінің тірегі болу керек, анасының сапқындығын. Қиындықтың қайнар көзі болғанын сезінді. Дүйсенбі күні Мәдина жаңа жұмысына шықты. Дәріхана кішкентай, бірақ жайлы. Оның жасындағы 2 қыз және 20 жылдай жұмыс істеген егде провизор. Олар Мәдинаны ашық қабылдады. Не қайда тұрғанын көрсетті. Есептің ерекшеліктерін түсіндірді. Жұмыс бұрынғыға қарағанда қиын емес. Тіпті оңайырақ болып шықты. Сатып алушылар аз, қарқын тыныш. Азамат та қосымша жұмыс тапты. Демалыс күндері танысының автосервисінде көмектесті. Аз төледі. 2 күнге 5 000 теңге.
Бірақ бұл ештеңеден жақсы еді. Енді олар екеуі бұрынғыдай, тіпті аздап көбірек табыс табады. 2 апта өтті. Мәдина жаңа жұмысына, жаңа кестеге үйренді. Кешкісін Азамат екеуі үйде отырып, фильмдер көрді, сөйлесті. Енесі туралы емес, болған жағдай туралы емес, басқа нәрселер туралы, жоспарлар туралы, болашақ туралы, жазда қайда демалысқа баратындары туралы. Бірде кешке, сенбі күні, Азамат қосымша жұмыста болғанда, Мәдина ас үйде бір кесе шай ішіп, телефондағы лентаны парақтап отырды. Бір хабарландыруға көзі түсті. Егде жастағы әйелге күтуші қажет. Күніне 4 сағат келіп қарайтын. Айлығы 200 мың теңге. Мекен жайы Зауыт көшесі. Мәдина жымиды. Демек, Зейнеп апа өзіне күтуші жалдаған ба? Әлде оны біреу көндірген бе? Маңызды емес. Ол хабарландыруды жауып, шайын ішіп бітірді. Тұрып терезеге жақындады. Кешкі қалаға қарады. Терезелердегі оттар, жолдағы көліктер, адамдар өз істерімен асығып барады. Өмір жалғасуда. Не болса да ол жалғасуда. Азамат кеш оралды. Шаршаған. Машина майының иісі шығып тұр. Киімін ауыстырды, душ қабылдады. Мәдинаның қасына төсекке жатты. Күнің қалай өтті? Деп сұрады ол оны құшақтап. Жақсы. Мәдина оған жабысты. Тыныш, жайлы. Бұл жақсы. Азамат оның төбесінен сүйді. Мәдина, мен кетпегенім үшін рахмет айтқым келеді. Маған бәрін түзетуге мүмкіндік бергенім үшін рахмет. Мен ол туралы ойладым. Мәдина шынын айтты. Құрбым, мені өзінде тұруға, жұмыс табуға, басынан бастауға шақырды. Бірақ мен қалуға шештім. Өйткені бұл біздің үйіміз, біздің өміріміз. Және мен сенің анаңның оны бізден тартып алуын қаламаймын. Ол тартып алмайды. Азамат оны қаттырақ құшақтады. Уәде беремін. Олар қараңғыда жатып тыныштықты тыңдады. Ешқандай қоңырауша жоқ, ешқандай айқай-шу жоқ, ешқандай талап жоқ. Тек олар екеуі өз жатын бөлмесінде, өз пәтерінде. Келесі күні, жексенбіде, Азамат Зейнеп апаның ағасы нағашысынан хабарлама алды. Ол қарындасының өзіне қоңырау шалып, ұлы оны тастап кеткенін айтып, шағымданғанын жазған. Нағашысы жағдайды түсінуді, мүмкін татуласуды сұрады. Азамат оған қоңырау шалды. Болған жағдайды, анасының өтірігін, оның дәрменсіздікті көрсеткенін, Мәдинаның жұмысынан айырылғанын бәрін айтып берді. Нағашысы үнсіз тыңдады. Сосын ауыр күрсінді. Түсіндім, балам. Азамат, мазалағаным үшін кешір. Мен қарындасыммен сөйлесемін. Оның қате екенін түсіндіремін. Сен шекараны дұрыс қойдың. Бұл қоңыраудан кейін Азамат біраз көңілденді. Демек, барлық туыстар анасының жағында емес. Демек, біреу болса да жағдайды түсінеді. Тағы бір ай өтті. Желтоқсан. Жаңа жыл алдындағы қарбалас. Көшелердегі әшекейлер, сыйлықтар жарнамасы. Мәдина мен Азамат жаңа жылды екеуі қарсы алуға шешім қабылдады. Үйде туыстарсыз, қонақтарсыз. Жай ғана олар екеуі, шампан мен салаттармен. 31 желтоқсан күні таңертең Зейнеп апа тағы қоңырау шалды. Азамат бұл жолы тұтқан алды. Алло, Азамат? Балам, келе жатқан жаңа жылмен. Ененің дауысы жай, бұрынғы талапшыл ноталарсыз. Мен сені құттықтағым келді. Және Мәдинаны да, оған жеткіз. Рахмет, мама, деді Азамат, бір қалыпты, ешқандай ерекше эмоциясыз. Сені де келе жатқан жаңа жылмен. Азамат, мен қателескенімді түсіндім. Зейнеп апа баяу сөйледі, бірақ сөздерді таңдап. Мен өзімді қорқынышты ұстадым. Мен тек өзімді ойладым, сендерді ойламадым. Мені кешір. Және Мәдинадан да кешірім сұра. Азамат бірнеше секунд үнсіз қалды. Сосын, мен жеткіземін.
Бірақ мен сені кешіремін бе, білмеймін. Уақыт көрсетеді. Түсінемін. Енесі күрсінді. Мен бірден сұрамаймын. Жай ғана мен өкінетінімді және сені сүйетінімді білші, балам. Мен де сені сүйем, мама, деді Азаматшай. Бірақ махаббат деген мен бәріне шыдаймын дегенді білдірмейді. Ол тұтқаны қойды. Жауапты күтпей, ас үйдің есігінде тұрған Мәдинаға қарады. Ол кешірім сұрады, естідің бе? Мәдина жақындап қасына отырды. Сен оны кешіресің бе? Білмеймін. Азамат бетін қолдарымен сипады. Мүмкін, қашанда бір, бірақ қазір емес. Қазір маған оның шынымен өзгергенін, жай ғана біздің өмірімізге қайта оралғысы келмегенін түсіну үшін уақыт керек. Мәдина басын изеді. Ол оны түсінді. Кешіруге болады, бірақ ұмытуға болмайды. Болған оқиға тыртық қалдырды. Және бұл тыртық өзін ұзақ уақыт еске салады. Кешкісін олар дастархан жайды. Салаттар, ыстық тамақ, шампан. Теледидарды қосты. Президенттің құттықтауын көрді. Куранттарды тыңдады. Тоқайыстырды, тілек тіледі. Мәдина енді ешқашан мұндай сынақтар болмасын. Азамат екеуі бәрінен бірге өтіп, бір-бірін жоғалтпасын деп тіледі. Олар үстелде отырды, тамақтанды, сөйлесті. Теледидардағы әзілдерге күлді. Және Мәдина кенеттен ойлады. Олар жиынды ғой. Қорқынышты бастан өткерді. Сынбады, ажыраспады. Иә, реніш қалды, сұрақтар қалды. Бірақ олар бірге. Және бұл ең бастысы. Азамат оның көзқарасын ұстап алды. Күлімсіреді. Не ойлап тұрсың? Біз жараймыз деп. Мәдина жауап ретінде күлімсіреді. Жеңдік. Ол бокалын көтерді. Біз үшін. Бірге болғанымыз үшін. Біз үшін. Мәдина онымен тоқайыстырды. Олар шампанды ішіп бітірді, ыдысты жинады, ұйықтауға жатты. Өз жатын бөлмесінде, өз төсегінде, медициналық төсексіз, қоңыраушасыз, бөтен адамдарсыз. Тек олар екеуі. Мәдина көзін жұмғанда ол болған нәрсе туралы емес, не болатын туралы ойлады. Жаңа жұмыс туралы, жоспарлар туралы, болашақ туралы. Өмір не болса да жалғасып жатқан туралы. Және бұл ең маңыздысы.